Батырлар оны ауылда күтіп тұр. Ал Курт ғимараттардың бірінің артына тығылып жатыр. Ол жай ғана мықты батырлар тобының арасында дәрменсіз адам. Кенет алып қасқыр пайда болып, оны қуып жібереді. Бандана, топтағы садақшы, қасқырды мықты жіппен байлайды. Бірақ қасқыр оны қатты тартып, ғимаратқа лақтырып жібереді. Марлавис, сиқыршы, оны емдік сиқырмен емдейді. Тез арада бандана қасқырды ағашқа байлайды. Ал Галновтың жетекшісі мүмкіндікті пайдаланып, жанып тұрған қылышымен секіріп, қасқырды өртеп жібереді. Қасқыр жеңілгеннен кейін жалындаған Айдахар Азуы командасы Си атағын алады. Бұл ең жоғары атақ. Кейінірек олар қонақ үйге қайтады. Ал Галнов ауыл тағамдарын ұнатпайды. Сондықтан ол Куртты тамақ дайындауға шақырады. Күтпеген жерден бандана бүгін олардың Курттың тамағын жейтін соңғы күні болатынын айтады. Курт таңғалып, одан не айтқысы келетінін сұрайды. Галнова сен мүлде ақылды емессің деп жауап береді. Бұл сенің жұмыстан босатылғаныңды білдіреді. Курт шошып, бірдеңе дұрыс емес жасады ма деп сұрайды. Галнова ашуланып, жоқ, сен жеткіліксіз істедің, дейді. Сен жай ғана қызықсыз үй шаруасымен айналысып жатырсың. Сен тіпті қожаны да жеңе алмайсың. Марлавис топтарда тек 4 адам болуы мүмкін екенін қосады. Бұл дүниенің заңы. Егер біз күшейгіміз келсе, жоғары дәрежелі сиқыршыны тартуымыз керек. Бандана оған бұл біздің командамыздан біреуді қуып шығару керек дегенді білдіреді. Және сенің бізге көмектесіп, сөмкелерімізді алып жүргеніңді жоққа шығармаймын. Бірақ сен жай ғана ауыртпалықсың. Курт ауырып, Галновадан жалынып, жалбарынады. Ол оның ішін тепкілеп, бәрі оған күледі. Курт бұл жерден кетіп, мақсатсыз саяхаттайды. Ол сәлем, жұмыс деп аталатын жерге барады. Ол жерде адамдар жұмысқа қабылданып жатқанын естіген. Ол сол жерге кіріп, ақшасы жоқ болғандықтан жұмыс сұрайды. Ішінде ол Кирш есімді қызметкермен кездесіп, одан сұхбат алады. Әдеттегідей, бірінші сұрақ, оның аты жөні мен жасы. Ол менің атым Курт Рукинс, мен 15 жастамын дейді. Сосын ол оның бұрын қандай жұмыспен айналысқанын сұрайды. Өкінішке орай, ол мен жарқыраған Айдахар фон командасы үшін үй шаруасымен айналыстым деп жауап береді. Ол оның жақында Си атағын алған командада болғанына таңғалды. Дейді ол үмітсіз, бірақ мен жұмыстан шығарылдым. Ол бұл оның түйіндемесіне әлі де жақсы қосымша екенін айтып, оның көңілін көтеруге тырысады. Курт адамдардың оған жақсы қарайтынына қуанышты. Өйткені ол Дрэгон фон командасының бір бөлігі болғандықтан, ол көп жұмыс істемесе де. Содан кейін Кирш оған, енді кәсіби жарамдылық сынағына көшейік, дейді. Мүмкін біз жасырын таланттарды ашатын шығармыз. Ол қатты қуанады және ол дәреженің G-ден басталатынын түсіндіреді. Бұл таланттың жоқтығын білдіреді. Ең жоғары болып табылатын Си дәрежесіне өтіңіз. Дәрежесі төмен адам болатты кесе алмайды. Ал А сияқты дәрежесі жоғары адам оны сол қылышпен оңай кесе алады. Курт есеңгіреп қалды. Сынақ оның дәрежесі G екенін көрсеткеннен кейін Кирш оған нәтижелер сіздің кез келген жауынгерлік шеберлікке қабілетіңіз жоқ екенін көрсетеді дейді. Кешіріңіз, бірақ бұл сіздің қандай жұмыс жасай алатыныңызды анықтайды. Курт қатты ренжіді. Кирш коммерциялық жұмыс әлі де бар дейді. Біз сіздің темір ұстасы немесе сауда сияқты кәсіптердегі дағдыларыңызды тексерген жоқпыз. Бірақ сіз бір апта күтуіңіз керек. Өйткені бұл үшін жауапты адам жоқ. Ол менің ақшам тағы бір аптаға жетпейді дейді. Ол құм салынған дорбаны нұсқап, оны көтере аласың ба деп сұрайды. Оны көтергенде оның мана бұрға бара жатқанын сезеді және ол өте ауыр болады. Ол оған бұл жеткілікті екенін айтады. Егер сен сондай күшті болсаң, мүмкін қандай да бір құрылыс жұмыстарына көмектесе аласың. Шекарадағы қалаға қабырғаларды жөндеу үшін жұмысшылар қажет. Курт қуанып, қалаға қарай бет алады. Сол жерде ол әлсіз денесінің кесірінен оған бір түрлі қарап тұрған өте күшті адамды кездестіреді. Әлгі кісі біздің жұмыс қолымыз жетпейді. Сондықтан мен жоқ деп айта алмаймын дейді. Мен сенің цемент дайындап, қабырғаны жөндегеніңді қалаймын. Курт абдырап қалды. Ол маған оны нығайту үшін цементке мана құйып беруімді айтпау керек пе деп ойлайды. Ол сұрамай тұрып, ер адам оның сөзін бөліп, мен 3 сағаттан кейін кірдім, дейді. Бөшкенің кем дегенде жартысын пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз. Сіздің жалақыңыз сіздің нәтижелеріңізге байланысты. Сондықтан сіз баяуласаңыз, ақшаңызды жоғалтасыз. Курт мананың инфузиясы соншалықты айқын деп ойлайды. Ол бұл туралы тіпті айтпады. Содан кейін ол бөшкелерге қарап, мен бұл қабырғаға жарты бөшке жеткілікті екеніне таңғалдым. Бірақ мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын, дейді. 3 сағаттан кейін ер адам қайтып келіп, Курттың орасан зор соманың 3-тен 1-ін аяқтағанына таңғалды. Қабырға небәрі 3 сағатта тұрғызылды. Курт оған, кешіріңіз, цемент бітті, сондықтан менің қолымнан бәрі келді, дейді. Ер адам, қабырғаның үстіңгі бөліктерін қалай өңдедің деп сұрайды. Мен ешқандай баспалдақ немесе тірек көрмеймін. Курт, мен цементті жинап, орнына қойдым. Содан кейін оны өзім жасаған құралмен жайып тастадым, дейді. Ер адам ашуланып, мұның бәрін сенің жасауың мүмкін емес, деді. Бірақ мен Курттың мұны шынымен жасағанын түсіндім. Ол сұрайды, сен мұнда қанша уақыт жұмыс істеуді жоспарлап отырсың? Курттың айтуынша, мен мұнда бір аптаға жуық жұмыс істей аламын деп үміттенемін. Ер адам оған жалақысын беріп, бүгінге жетеді дейді. Мен сіздің төлеміңіздің қалған бөлігін Hello Work арқылы аударамын. Курт бұл сомаға өте риза және келесі күнді асыға күтеді. 2 күннен кейін барлығы солтүстік және батыс қабырғалардың аяқталғанына таңғалды. Ер адам Куртқа енді мұнда келудің қажеті жоқ екенін айтады. Курт таңғалып сөйлеп тұр. Бірақ бар болғаны 3 күн болды. Біз бір аптаға келістік. Ол бұл қабырғаларды жөндеу басқа кедей адамдарды жұмыспен қамтамасыз ету үшін жасалған деп жауап береді. Егер сен мұнда ұзақ тұрсаң, оларға жұмыс қалмайды. Сен тым жылдам жұмыс істейсің. Ал сен көрсеткен қабілетің С дәрежесіне тең, егер С болмаса, жалақысының қалған бөлігін оған беріп кетіп қалады. Курттың көңілі түсіп кетті. Ол өз жұмысына қайта оралады. Ал Кирш оған,
біз не істеуіміз керек? Шенеуніктердің келуіне әлі бірнеше күн қалды. Кенет олар әйелдің басқа қызметкермен ашуланып сөйлескенін естіді. Қызметкер мұндай жағдайда бұл жұмысты ешкім атқармайтынын айтады. Керш не болып жатқанын тексеруге барады. Ал қызметкер әйелдің кәмелетке толмаған баланы қалайтынын, бірақ өндіріс фактісі бойынша алдын ала төлемсіз төлегісі келетінін түсіндіреді. Керш есімі Юльшия деген әйелге айтады: егер сіз осы шарттарды орындасаңыз, мен шахтаны игеру үшін инвесторларды жалдауды ұсынамын. Юльшия ашуланып, егер мен бір апта бойы салық төлемесем, олар менен тауды тартып алады, деп жауап береді. Курт араша түсіп, мен бұл жұмысқа келісетінімді айтады. Мен бұрын өз ауылымның шахталарында жұмыс істейтінмін. Керштан қалып, оған: сен сенімдісің бе? Саған бұл жұмыс үшін ақы төленбеуі мүмкін. Юльшия: күте тұрыңыз, мен мұндай әлсіз баланы емес, күшті гномды көремін деп күткен едім, дейді. Курттың көңілі түсіп, Кирхел: олай болса, кем дегенде 10 күміс тиын пісіру керек, деп жауап береді. Юльшия келісуге мәжбүр болып, Куртты өзімен бірге алып кетеді. Олар кеткеннен кейін басқа қызметкер бұл туралы Кирхелге айтады. Бұл Курт үшін қалған құрылыс ақысы. Киршел бұған қарап, 200 алтын монета болып шыққан үлкен сомаға таңғалды. Ол жердегі құм салынған қаптарға сүрініп, таңдана: мұнда неге құм бар? Деп сұрайды. Басқа қызметкер: бұл құм салынған қаптар емес, деп жауап береді. Олар адам ағзасындағы мана мөлшерін өлшеу үшін қолданылады. Адамда мана көп болған сайын олар ауырлай түседі. Сосын оларды бұл жерден алып кете аласың ба? Деп сұрайды. Кирчул оның жеңіл екенін білу үшін біреуін алуға тырысады. Ол Курттың оны көтере алмағанын есіне алады және оның мана көп болуы керек екенін түсінеді. Осы кезде Курт пен Юльшия лагерге келеді. Ол жерде бір ғана шатырдың бар екеніне таңғалып, одан: екеуміз де іште ұйықтап жатырмыз ба? Деп сұрайды. Ол: сен ұйықтап жатқанда көп қозғаласың ба? Деп сұрайды. Ол: жоқ, бірақ мен сен сияқты сүйкімді әйелмен бір шатырда ұйықтай алмаймын, деп жауап береді. Ол қызарып: мені мазақ етіп тұрсың ба? Деп сұрайды. Ол менің бүкіл әлемді аралағанымды және сенен асқан әдемі және сүйкімді ешкімді көрмегенімді айтады. Ол уайымдап: басқа ештеңе айтпа, дейді. Мен 10 жасымнан бері авантюрист болдым. Мені сүйкімді деп атауға болмайды. Ол оған тамақ береді. Ол: сен мұны істедің бе? Деп сұрайды. Біреудің маған тамақ әзірлегеніне көп болды. Ол Галнованың және басқалардың оған ешқашан олармен бірге тамақтануға рұқсат бермегенін есіне алады. Түнде шатырда ұйықтай алмай далаға шығады. Юльшия ояу. Оны көріп, іштей ойлайды: мен жай ғана тексердім. Ол маған бірдеңе жасап көруі керек пе, жоқ па? Өйткені біз бір апта бойы бірге боламыз. Келесі күні ол оянып, оның сыртта ұйықтап жатқанын көреді. Ол киіміне қарап, оның жөнделгенін көреді. Курт оянғанда, ол одан: сен менің киімімді жөндедің бе? Деп сұрайды. Ол: иә, деп жауап береді. Ол таңғалып, іштей, бұл бала біздің отбасымыздан емес екені анық деп ойлайды. Ол осында. Содан кейін ол одан: сіз қазуды қайдан бастайтынымызды шешіп қойдыңыз ба? Деп сұрайды. Ол жоқ дейді, бірақ жақын жерден іздеуді ұсынады. Ол кездейсоқ қазып алсаң, іздегеніңді таба алмайсың, деп жауап береді. Бұл жағдайда мен айналама тез қарағым келеді. Біраз уақыттан кейін ол тасты тауып алып, оған: бұл бізге керек, дейді. Ол оны сындырып тастайды да, олар шамамен 3 алтын тиынға бағаланған асыл тастарды тауып алады. Юльшия шошып кетті. Ал Курт тез арада көптеген асыл тастарды жинап жатыр. Юльшия келесі қадам осы тастарды сатума деп сұрайды. Солай емес пе? Ол: жоқ, біз алмаймыз, деп жауап береді. Ол оларды тапқаннан бері олардікі екенін меңзеп отыр деп болжайды. Ол алдымен оларды сиқырлы кристалдарға айналдыруымыз керек, дейді ол оған. Мен патшалықтағы 10 шебер сиқыршының ғана қолынан келетінін естідім. Курт мұны әлдеқашан істеп қойғанын айтып, оны таң қалдырады. Ол оған былай дейді: мен осындай бір бұйымды жасауға кем дегенде 1 сағат уақыт кететінін естідім. Ол кәсіпқойлардың мананы 1 сағат бойы үздіксіз құя алатынын білгенде шошып кетті де: менде мана көп емес, сондықтан мен мұны істей алмаймын, дейді. Күн батқанда ол барлық асыл тастарды сиқырлы кристалдарға айналдырып бітіреді. Юльшия оларды сатуға апарып, мен таңертең қайтамын, дейді. Ол телепортация станциясына барады. Ал қызметкер: сырттан келетін кристалдарға қажетті құжаттарыңыз бар ма? Деп сұрайды. Ол оған олардың жергілікті жерде жасалғанын айтады. Ол қызығып, оларды қай шеберханада жасағанын сұрайды. Ол оған корольдік қызметтегі авантюрист белгісін көрсетеді. Ол кешірім сұрап, кристалдарды алып, оған телепортация тасын пайдалануға рұқсат береді. Ол астанаға келіп, досының дүкеніне тоқтайды. Ол оған бір кристалды көрсетеді. Ал оны қолына алғанда, ол әлсіз жарқырап тұрғанын айтады. Сондықтан ол сәл ғана тұрады. Мүмкін 10 күміс тиын ғана шығар. Содан кейін ол бірдеңені байқап, сынақтан өткізеді. Ол қайтып келіп, Юльшияға: мен мұны онымен алтынға сатып аламын, дейді. Юльшия шошып, себебін сұрайды. Ол кристалда кәдімгі мананың мөлшерінен 10 есе көп екенін және мананың ағып кетуіне жол бермеу үшін жасалғанын түсіндіреді. Сондықтан оның жарқырауы соншалықты күшті емес. Юльшия: менде тағы 49 тиын бар, дейді. Сондықтан саудагер оған 500 алтын тиын беріп, менің 2 өтінішім бар екенін айтады. Біріншіден, бұл кристалдарды менің дүкенімнен басқа еш жерде сатпаңыз, өйткені мен басқа дүкендердің олардың шынайы құндылығын мойындайтынына күмәнданамын. Және біздің патшалық мұндай күшті кристалдардың ашық сатылғанын қаламайтыны сөзсіз. Екіншіден, оларды кім жасағанын айтыңыз. Кімде-кім мұндай кристалдарды жасай алса, ол патшалыққа тікелей қызмет ету керек. Немесе сіз оларды өз пайдаңыз үшін монополиялауға тырысасыз ба? Юльшия: саған айта алмаймын, дейді. Мен ол туралы ешбір ақпаратты оның рұқсатынсыз жария ете алмаймын. Саудагердің айтуынша, бұл маған сот сиқыршысы ретінде берілген бұйрық, бұл граф атағына тең, деп жауап береді Юльшия.
Мен ресми түрде корольдік отбасында жұмыс істемеймін. Сондықтан сіздің бұйрықтарыңызды орындауға міндетті емеспін, дейді саудагер. Бірақ сізде телепортация станциясындағыдай бұрынғы мәртебеңізді пайдалануда қиындықтар болған жоқ. Юльшия жауап бермей, оған ашуланып қарайды, дейді саудагер. Онда мен сенен досың ретінде сұраймын. Оның басқа елге баруына жол бермеу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауыңды өтінемін. Оған корольдік сиқырлы технологияларды зерттеу зертханасының директоры лауазымын ұсына алатынымызды айт. Ол корольдің шешіміне байланысты барон, мүмкін тіпті граф атағын алады. Юльшия жарайды деп кетіп қалады. Ол абдырап қалды және олардың 500 алтын тиын төлегеніне әлі де сене алмай, Куртты зертхана директоры және есепші етіп тағайындағысы келеді. Ол Киршілге жақындап, екеуі бір уақытта, мен сенен Курт туралы бірдеңе сұрағым келеді, дейді. Юльшия алдымен Курттың кім екенін сұрайды. Киршіл, кешіріңіз, бірақ біздің міндетіміз тұтынушыларымыз туралы ақпаратты қорғау, дейді. Юльшия оған корольдік отбасының төсбелгісін көрсетеді. Киршіл оған білгенінің бәрін айтып береді. Юльшия оған 499 алтын тиын беріп, оларды Курттың шотына аударыңыз. Мен сізге корольдік отбасының авантюристі ретінде Курт туралы ешқандай ақпаратты жарияламауды бұйырамын, дейді. Ешкіммен. Келесі күні Юльшия Куртқа оралып, бір түрлі ағаш үй тауып алады. Ол сұрайды, бұл не? Ол, мен оны сен қалада жүргенде салдым, деп жауап береді. Ол таңдана, бір түнде бүкіл үйді тұрғызу туралы не ойлайсың? Деп сұрайды. Ол, менің ауылымда бәрі әдетте осылай істейтін, деп жауап береді. Ол аң-таң болып, іштей, бұл жай ғана қалыпты болуы мүмкін емес деп ойлайды. Келесі күні жарқыраған Айдаһар фон командасы үлкен құбыжықпен шайқасады. Бірақ бәрі ойдағыдай болмай жатыр. Ал Галнова өзінің отты сиқырын қолдана алмайды. Ол ашуланып, Марлависке, мені тез емдеші, дейді. Оған ол, мен мұны қазірдің өзінде істеп жатырмын, бірақ менің күшім әдеттегіден әлсіз, деп жауап береді. Ол Курттың орнына әкелген жаңадан келген адамға қарап, сіз от сиқырын қолдана аласыз ба, деп сұрайды. Жаңадан келген адам, сен істей аласың дедің, деп жауап береді. Ал Галнова ашуланады. Ол сенің амалың жоқ деп айғайлайды. Бандана оларға қарап, бұл команда бітті деп іштей ойлайды да қулықпен жымиды. Осы кезде Юльшия Куртқа саудагер Мимиконың айтқанын айтып береді. Ол таң қалып, болғанның бәрі болды ма, деп сұрайды. Ол оған сенің жасаған кристалдарыңды бағалауды сұраған адамым патша сарайында жұмыс істейтін саудагер екенін айтады. Ол шошып, оның сені алдамайтынына сенімдісің бе, деп сұрайды. Ол, мен сену қиын екенін білемін, бірақ бұл туралы не ойлайсың, дейді. Ол, кешіріңіз, бұл жақсы ұсыныс, бірақ мен бас тартуға мәжбүрмін, деп жауап береді. Ол іштей, мені басқалардан жоғары қоятын лауазымда жұмыс істейтінімді елестете алмаймын деп ойлайды. Менің бір бөлігім әлі күнге дейін жарқыраған Айдаһар фон фильміне қайта оралғысы келеді. Ол оған менің қазіргі жұмысым осында жұмыс істеу екенін айтып, қарыздарыңды өтеу үшін сатқан сиқырлы кристалдарың жетпей қалды ма деп сұрайды. Ол, мен оларды көп ақшаға саттым, бірақ мен оларды өзім жасамағандықтан сатушы ретінде бір ғана алтын тиын алдым, деп жауап береді. Ал қалғанын өз шотыңызға аударыңыз. Егер мен осындай үлкен дозаны қабылдасам, кінә мені өлтірер еді. Сонда ол, мен сенің кен өндіруді жалғастырғаныңды қалаймын, әйтпесе сені тауып аламыз, дейді. Ол, мұны маған қалдыр, деп жауап береді. Мен кеше жақсы түрін таптым, дейді ол, бірақ сен ұйықтамадың, деп жауап береді. Ол, жоқ, мен жақсы 6 сағат ұйықтадым. Ол шошып кетті де, оның қысқа уақыт ішінде қалай үй салып, әлі де 6 сағат ұйықтай алғанына таң қалды. Ол өзін тым көп ұйықтадым деп ойлап, өз-өзімен сөйлесіп жатыр деп ойлайды. Ол мен жарқыраған Айдаһар фонпен бірге болған кездегідей болды. Мен түнде небәрі 4 сағат ұйықтадым. Маған әрқашан үй шаруасына жауапты екенімді айтатын. Сондықтан ерте тұрып, кеш ұйықтауға тура келді. Ол оған, қалған уақытта үлгеремін деп уәде беремін, дейді де, оның сөзіне таң қалды. Содан кейін ол оны кеше барлаған жеріне апарып, оған жер бедеріне қарап, біз іздеген кен орындарын міндетті түрде табамыз, бірақ 50 метрден тереңірек қазбаңыз, дейді. Мен кеше үлкен кристалды тапқан жерді қазып алайын деп жатырмын. Күн батқан кезде Юльшия 3 алтын тиынға сатылатын топаз деп аталатын металды тауып алады. Ол іштей ойлайды, мүмкін мен Курттан оны сиқырлы кристалға тегін айналдыруын сұрай аламын, содан кейін мақсатыма жете аламын. Бірақ ол өз ойын өзгертіп, оны өз пайдасына пайдаланғаны үшін өзін кінәлі сезінеді. Ол Куртқа барып, іштей ойлайды. Оны біле тұра, ол тұтас бір шахта туннелін салған деп ойлаймын. Ол келгенде, оның оны шынымен салғанын білгенде шошып кетеді. Ол ішке кіріп, оның қаншалықты массивті екенін көргенде, одан сайын таң қалады. Курт пайда болып, нәтижесі қандай болды деп сұрайды. Ол оған, кешіріңіз, бірақ менің тапқанымның бәрі пайдасыз тастар болды, дейді. Мен сенің сынықтарыңды немесе іздегенімді ғана таптым. Ол сұрайды, сен қандай пайдасыз тастарды таптың? Оның айтуынша, бұл митрил деп аталады. Мен оны көп мөлшерде өндіре аламын, сондықтан оның құны жоқ. Менің ауылымда біз оның көп бөлігін жинаймыз. Біз оны жай ғана лақтырып тастаймыз. Ол шошып кетті, және бұл алтын мен платинадан да қымбат деп ойлайды. Бұл бүкіл әлемде өте сирек кездеседі, және ол оны лақтырып тастайтынын айтады. Сосын ол одан не іздедің деп сұрайды. Ол оракалк деп жауап береді. Ол таңғалып, аңызға айналған немесе мен мұндай нәрсеге сене алмаймын деп сұрайды. Бұл жерде тауда. Ол сен оны кез келген жерден ала алмайсың дейді. Оны табу үшін әдетте 7 шақырым жер астын қазу керек, деп сенімсіз түрде сұрайды ол. Сен 8 сағатта 7 шақырым жерді қазып, жер бетіне қайта шықтың ба? Ол, иә, мен де шұңқырды толтырдым, деп жауап береді. Ол мұның бәрін небәрі 8 сағаттың ішінде жасағанына таң қалып, оның таудың соңына дейін түннел қазғанын байқайды. Келесі күні олар Самела қаласына оралады, және ол салған түннел ресми түрде танылады. Өйткені ол Самела қаласын Тайкон қаласымен байланыстырады. Юльшия мұны пайдаланып, саудагерлерді жол ақысын төлеуге мәжбүрлейді.
осылайша пайда оның салықтарын жабады. Бандана Курт жүріп бара жатқанда, оның алдына шығып, мен енді жарқыраған Айдахар Фонға сенбеймін, дейді. Біз өткенге ораламыз. Ал Галнова мейрамханада тамаққа риза емес. Ол ашуланып, мекемені қиратып, кетіп қалды. Бандана оны тоқтатып, ашуланып, бізде Курт кетер алдында дайындаған ысталған ет әлі де бар. Солай емес пе? Деп сұрайды. Ол, жоқ, бәрі кетті, дейді. Ол қылышын оның мойнына қойып, Куртты қайтарып бер. Оны бізге пісіріп бер, дейді. Егер ол қарсылық көрсетсе, сен оны аздап ренжітсең де, маған бәрібір. Ол бәрі жақсы, дейді. Телепортация тасын тез алып кет. Күзетшілер оны іздеп жатыр. Ол іштей, ол осы хаос үшін қамауға алынатын шығар деп ойлайды. Ол мейрамханада тәртіпсіздік жасады. Марлависке бұған дейін қоңырау шалу бақыты бұйырды. Қазіргіге оралайық. Бандана іштей, мен оған бұлардың ешқайсысын айтпаймын деп ойлайды. Мен жай ғана мені қуып жібергенін айтайын. Мен бұл тәртіпсіздікке менің бақылауымдағы нысанның қатысқанын қаламаймын, дейді Курт. Мен сенің қуылғаныңа сене алмаймын. Енді мен командаға қайта орала алмаймын. Ол сұрайды. Сен неге бұл командаға сонша байланып қалдың? Ол жауап береді. Өйткені мен Галновқа қарыздармын және оны қатты құрметтеймін. Оның айтуынша, сіз Халлоуворкке жұмысқа бара жатқандықтан, бұл сіздің жұмыс іздеп жатқаныңызды білдіреді. Мен көмекке мұқтаж және өз шеберханасында қиналып жүрген адамды білемін. Шеберхана бұл сусындар, сиқырлы қылыштар мен сиқырлы құрылғылар жасайтын орын. Бұл үшін жауапты адам шебер қолөнерші болуы керек және оны әзірлеуге және таратуға арнайы құқықтары болуы керек. Сонымен қатар оны санау мәртебесі бар адам ретінде қарастыру керек. Сағат 11:13-тен бастап қараңыз. Онда тек 15 қолөнершінің ресми мемлекеттік сертификаты бар. Ол жерде бір тамаша адам қиындыққа тап болды. Сондықтан оларға жүгінсеңіз, бұл үлкен көмек болады. Ол оған сол жердің картасын беріп кетіп қалады. Ол ұлы данышпанның шәкірті болу оңай шаруа емес деп ойлайды. Ол сол жерге барып қағып алады. Есікті жас эльф ашып, шебер қолөнершінің кішкентай қыз екеніне таңғалады. Ол менің шебердің көмекшісімін. Менің атым Мишель Лалакота дейді. Ол оған бандана сұрағандықтан көмектесуге келгенімді айтады. Мишель шынымен бақытты болып, оны тез арада ас үйге апарады. Одан қорқынышты иіс шығады және ол оған: кешіріңіз, мен сізге осы жерді тазалауға көмектескеніңізді қалаймын. Өйткені мен бос емес болғандықтан 3 аптадан астам уақыт бойы бұл жерді тазалай алмадым, дейді. Ол мұнда тазалауға көмектесу үшін келгенін түсінеді. Бірақ біреу Мишельге қоңырау шалып, ол кетіп қалады. Небәрі жарты сағаттың ішінде Курт пәтерді түгел тазалап жатыр. Басқа шаруасы жоқ болғандықтан, ол үйді аралап, Мишельді іздеуді ұйғарады. Ол бөлменің есігін тауып, қағып, ішке кіреді. Кенет алдынан бейтаныс қызды көріп, өзін таныстырып, одан кешірім сұрайды. Ол оған Оливияның төменге түскенін айтады. Ол оның асқазанында бір түрлі нәрсені байқап, оның не екенін сұрайды. Ол оған бұл қарғыс екенін айтады. Ол оны тексеріп, іштей ойлайды. Мен оған қол тигізгенде ешқандай ауырсыну сезбедім. Демек, қарғыс оның денесін қатты жеп қойғаны сонша, ол енді ауырмайды және оның мүшелері қатты зақымдалады. Содан кейін ол оның асқазанының дірілдегенін естіп, оның аш екенін түсінеді. Ол бос, сондықтан ол оған тамақ әзірлейтінін айтады. Бұл кезде Юльшия Мимиконың қасында болып, одан түнелден тапқандары қанша тұратынын сұрайды. Мимико жауап береді: 50 000 алтын монета. Юльшия таңғалып, оның асыра сілтеу екенін айтады. Мимико былай деп жауап береді: Митрил мен Арикалктың кесірінен мен олардың бар екеніне әлі де сене алмаймын. Юльшия сұрайды: егер біздің тапқанымыз белгілі болса ше? Мимико сәті түссе, оны ұрлап әкетеміз деп жауап береді. Ең нашар жағдайда олар оны өлтірмек болады. Ол сұрайды: бұл жабайы бала осы уақыт бойы қалай жасырынып үлгерді? Юльшияның айтуынша, мен оны жарқыраған Айдахар Фонынан қуып жібергенін естідім. Мимико: мен оның іздеуде жүргенін естідім, дейді, және сен онымен не істейсің деп сұрайды. Юльшия: мен оны шебер қолөнерші етіп, оның жеке қамқоршысы боламын деп үміттенемін деп жауап береді. Басты мәселе, мен оны қабылдауға қалай сендіремін? Ол өзінің қабілеттерін түсінбейді және әрқашан өзін бағаламайды. Осы кезде Курт тамақ әзірлеп жатқанда, Офелия ас үйге кіреді. Ол сіздің ас үйіңізді рұқсатсыз пайдаланғанына өкінетінін айтады. Ол оған бәрі жақсы екенін айтып, бұл тағам кімге арналғанын сұрайды. Ол артқы бөлмедегі қызға қатты аш екенін айтады. Ол оған бұл қыз туралы ешкімге айтпа дейді. Маған уәде бер. Ол уәде береді. Ал ол оған жалақысын береді және оған бүгінгі күн жеткілікті екенін айтады. Сен бара аласың. Ол кетіп бара жатқанда, ол іштей: мен оған бейтаныс адаммен сөйлесуге рұқсат бергеніме сене алмаймын деп ойлайды. Ол тамақты қыздың қасына апарып, сені ешкім көрмес үшін терезеден қарамау керек, деді. Қыз тамақ іше бастағанға дейін: Офелия, күте тұрыңыз, мен оны алдымен сынап көремін. Кенеттен ол уланып қалды, деді. Қыз: бұл қажет емес, деп жауап береді. Бұл оны дайындаған адам емес пе? Офелия: сен онымен жарты сағат қана таныссың, дейді. Қыз маған қарғыс айтылғаннан бері айналамдағылардың бәріне күмәнданғанымды айтады. Бірақ бүгін мен кем дегенде бір адамға сенгім келеді. Ол бұл тағамды жейді және оны жақсы көреді. Кенет ол қатты ауырып, тынысы тарылып, жерге құлап түседі. Офелия ашуланып, антидот алуға барар алдында қыз: менде бәрі жақсы, дейді. Содан кейін орнынан тұрып: мен қарғыстан айығып кеттім, дейді. Офелия шошып кетті және оған сенбейді. Сонымен бірге шапан киген адам қарғысының жойылғаны үшін қожайынынан кешірім сұрайды. Ол бірден тағы бір қарғыс айтамын, дейді. Бірақ қожайын: бұдан былай күтпейміз деп жауап береді. Олар басқа әдістерді қолдана бастады. Лиза Лут жақын арада өлуі керек. Біраз уақыттан кейін Офелия мен Лиза Лут Мимиконың дүкеніне тоқтайды.
Ал Офелия оған: мен маңызды нәрсені талқылау үшін келдім, дейді. Мимика Юльшияға сенуге болатынын айтады. Содан кейін Лиза лот шапанын шешеді. Ал Мимика мен Юльшия тізерлеп отырады. Өйткені ол үшінші ханшайым. Мимика Лизаға: мен сенің ауырып жатқаныңды естідім, десе, Офелия: саған өтірік айтқаным үшін кешір, дейді. Ол ауырмады. Ол қатты қарғысқа ұшырады. Ал біреу оны өлтірмекші болды. Өйткені ол ұлы мәртебелі патшаның тірі қалған жалғыз баласы. Патша, ханшайым Франсуа шығыстағы Гурамако империясының өкіліне үйленді және оның бар болуы екі халық арасындағы бейбітшіліктің символы болып табылады. Және біреу оны өлтірмекші болып, бұл қарым-қатынасты бұзуға тырысады. Солтүстікпен қақтығысымыз аяқталғаннан кейін, мен біреудің тағы бір соғыс ашқысы келетініне сенімдімін. Мимика ханшайымды құшақтап, одан сұрайды: сен мұндай ауыр қарғысты қалай алып тастадың? Ханшайым: бұл Курт есімді біреудің арқасында болды, деп жауап береді. Мимика мен Юльшия екеуі де шошып кетті. Сондықтан олар үйге оралып, не болып жатқанын анықтау және әрі қарай не істеу керектігін шешу үшін жиналыс өткізеді. Офелия Куртқа не болғанын және оның ханшайымды қалай емдегенін түсіндіреді. Мимика оларға ханшайымды өлтірмек болған адам қарғыс айтқан адаммен байланысты болуы және сарай күзетшілерін басқара алуы керек екенін айтады. Бұл үш күдіктінің бар екенін білдіреді. Барлау күштерінің бірінші генералы Сунова немесе қамал күзетшісі Тристан немесе Сидор. Патшаның үшінші әйелі Оливия оған Тристанның ізбасарларын күзетшілерді басқару үшін пайдалана алатынын айтады. Ал Лиз өгей шешесінің әрекет ету еркіндігі бар екенін айтады. Сарайды аралаңыз. Ол бұл Сонованың оған қатысы жоқ дегенді білдіреме деп сұрайды. Бірақ Юльшия оған жоқ деп жауап береді. Өйткені оның орлар гильдиясымен байланысы бар. Олар сарапшылар, ақпарат жинау және олардың патша сарайында өз адамдары бар екені сөзсіз. Оливия: сол кезде тұзақ құруымыз керек, дейді. Лиз өзінің 15 жасын жаңа ғана тойлағандықтан, дәстүр бойынша ол бір жыл бойы саяхаттап жаттығу керек. Сондықтан біз жалған қолөнер шеберханасын құрып, Лизді сол жерге жаттығуға жібереміз. Содан кейін қылмыскер шебер қолөнерші туралы ақпарат жинай бастайды. Егер ол шынайы және бар болса, олар ол туралы ақпаратты тез жинайды. Бірақ ол шынайы емес болғандықтан, олар мүлдем ештеңе таба алмайды. Олар неғұрлым көп қазған сайын, біз қылмыскерге жақындай түсеміз. Бірақ қолөнершінің танылуы үшін бізге кейбір жетістіктер де қажет болады. Джулия Ши оларға керегі бар екенін айтып, Курт жасаған кристалдардың бірін береді. Оливия бұған таң қалып, осындай жоғары сапалы кристалды кім жасағанын сұрайды. Ол бұл Курт деп жауап береді. Келесі күні Курт тазалау үшін шеберханаға келеді, бірақ оның жабық екенін біледі. Мишель келіп, кеше кеткеннен кейін оның қожайыны үйден кеткенін және содан бері қайтып келмегенін, сондықтан бүгін оған көмектесетін ештеңесі жоқ екенін айтады. Курт шаршап, шалдығып кетіп қалады. Ол мейрамханаға тамақ ішуге барады. Мейрамханада ол кездейсоқ үш авантюристің айтысып жатқанын естиді. Олардың бірі Сина есімді Кенстен: біз не істейміз деп сұрайды. Біз оны бүгін жеткізуіміз керек. Кенс оған ештеңе істей алмайтынымызды айтады. Дәрігер оның сауығып кетуі үшін бір апта қажет екенін айтты. Ал біздің жүкшіміз болмаса, біз бұл миссияға қатыса алмаймыз. Ол жауап береді: мен саған айтамын, біз миссиядан бас тартқанымыз үшін төлей алмаймыз. Біз оны өзімізге апаруымыз керек. Тек үшеуміз ғана. Егер біз оны сүйреп апарған кезде жау бізге шабуыл жасаса және бізде ешқандай қорғаныс болмаса, ол кек қайтарады. Бәріміз өлеміз. Курт оларға тапсырманы орындауға көмектесуді шешеді. Сина оған сен сияқты бала тасымалдаушының жауапкершілігін көтере алмайтынын айтады. Ал Кан оның дұрыс айтқанын айтады. Тасымалдаушы болу оңай емес, әсіресе салмағы 200 келіден асатын темір жындарды аулауға шыққанда. Оларды алу үшін арнайы дағдылар қажет, дейді Курт. Мен 200 келіге дейін жақсы жұмыс істей аламын. Егер мен екеуіңді де көтерсем, бұл менің қолымнан келетінін дәлелдейді. Содан кейін ол 150 грамм сауыт киген Данзо мен Кансты көтереді. Сондықтан олар оны өздерімен бірге алып кетуге келіседі. Жолда олар оған өздерін таныстырады. Канс: мен жауынгермін, менде қылыш бар, бірақ бұл негізінен өзін көрсету үшін, деп бастайды. Данзо: мен самураймын және мен осы топтың жетекшісімін, дейді. Сина оған менің күзетші екенімді және біздің топтың аты Сакура екенін айтады. Курт осындай тамаша адамдармен жұмыс тапқанына өте қуанышты. Содан кейін Канс оған Бипинок есімді тағы бір қатысушымыз бар екенін айтады. Бірақ дәрігер оның қызбасын қалпына келтіру үшін бір апта демалу керек екенін айтты. Миссияға бара жатқанда Курт шламды басып, қатты қорқып кетті. Сина оған бұл жай ғана шлам екенін айтып таңғалды. Оның өзегін сындыр, сонда сен оны өлтіресің. Ол қанжарын суырып алып тырысады, бірақ ақыры өзін жаралайды. Сина оған айқайлап: сен қалай күресуді білмейсің дедің, бірақ сен шынымен жаман күрескерсің, дейді. Курттың көңілі түсіп, Канс оны жұбатуға тырысып: уайымдама, күресті бізге қалдыр, деді. Сенің міндетің бәрін ретке келтіру. Осы уақытқа дейін бізге сенің қауіпсіздігің керек. Курт оның сәтсіздікке ұшырағанына қарамастан, оған ашуланбағанына таңғалды. Ол жалындаған айдаһар фонпен үйренгеніне ұқсамайды, сондықтан ол жылайды. Содан кейін олар үңгірге кіреді. Кенет олардың алдынан гоблин шығады. Олар оны өте тез өлтіреді. Ал Курт олардың күшіне таңғалады. Бірақ гоблин өлмес бұрын ол қалған гоблиндерді шақырады және олар бір түрлі қатты дыбысты естиді. Кан жағдайдың нашар екенін айтады. Олар бұл жерде үлкен колония бар екенін ешқашан естімеген. Сосын оларда кіреберістен дыбыс естіп жүгіретін жері жоқ. Данзо олардың жарқырайтын уақыты келді, дейді. Курт кенеттен қабырғадан жасырын қозғалысты байқады. Бірақ ол тек Ценаның кіріп есікті жауып алғанына таңғалды. Кенттер оған шығудың жолын іздеп жатқанда, біз бұл бөлмеден шыға алмайтынымызды айтады. Біздің алдымызда жүр. Сенаға қамқор бол. Курт: жоқ, мен сенімен күресемін, дейді.
Ал сена сен тіпті сұлуқты да жеңе алмайтыныңды айтып, аузын жауып тастайды. Егер сен олармен қалсаң, оларды баяулат. Курт ренжіп, әлсіз болғандықтан жылайды. Кенз оларға бір-бірімен ұрыспауды бұйырады және Данзодан өкінесің бе деп сұрайды. Данзо таңдана, әрине, жоқ деп жауап береді. Маған өкінетініңді айтпа. Канс бұл мүмкін емес дейді. Кішкентай әпкеңді қорғап өлу, үлкен ағаңның ең үлкен құрметі. Достарымызды қорғау үшін күрескенімізге қалай өкінеміз? Курт жылайды. Өйткені олар оны досымыз деп ойлады. Содан кейін Цена шамды жағып, оның алдында үлкен темір айдаһарды көргенде шошып кетеді. Осы кезде Джулиша ханшайым Лизді Курттың үйіне әкеліп, оған ханшайым екеніңді көрсетпеу керектігін айтады. Оған қарапайым адам сияқты қара. Олар ішке кіргенде оны ішінен таппайды. Кенет олар Курттың жоқ екенін айтқан дауысты естиді. Ол Сакураның экипажымен бірге шығыс үңгірлерінде және ол бетперде киген болса да, бандананың дауысы. Джулиша Лизге егер бұл рас болса, жақында бұл жерде жауынгерлік жаттығулар өткізілгенін айтады. Сондықтан жаттығу кезінде қашып кеткен гоблиндердің кесірінен ол жерде өте қауіпті. Сондықтан олар сол жерге асығады. Ал Лиз Курттың іздерін тауып алады. Сондықтан олар тез арада соңына дейін жүреді. Ол сезімін арттыру үшін күшейту сиқырын пайдаланады. Ол Курттың иісін сезіп, оның соңынан ереді. Олар есіктердің бірінің артындағы шайқас дыбыстарын естиді. Сондықтан Лиз Улистің физикалық қабілеттерін арттырады. Ал Улисия ішке кіріп, барлық гоблиндерді жойып, Данзо мен Канды құтқарады. Сонымен бірге, Сина өзін кінәлі сезінеді және Куртты осында әкелгені үшін және оның командасын тапсырманы қабылдауға мәжбүрлегені үшін кешірім сұрайды. Курт оған: "Уайымдама, біз оңай қашып кетеміз", дейді де қанжарын өзі алып, айдаһарға қарай бет алады. Айдаһар оған құйрығымен тез шабуыл жасайды. Бірақ Курт айдаһардың белгілі бір жерлерін ұрады және олар оңай бұзылады. Цена оларды қаншалықты оңай жойып жіберетініне сене алмай, аң-таң. Аяқтағаннан кейін ол оған: "Мен темір гоблиндерді өндіруге дағдыланғанмын", деді. Ал Юлиша оларды құтқару үшін ішке кірді. Сина оған әлі де есеңгіреп қалғанын, олардың барлығын бір қанжармен салғанын, ал Юлиша да есеңгіреп қалғанын айтады. Курт Жулия Шияға жүгіріп келіп: "Данзо мен Кансты құтқарыңыз", дейді. Және ол мұны істегеніне және олардың жарақаттары ауыр емес екеніне сендіреді. Дейді ол өзіне өзі: "Мен айдаһарды жеңе алатын орақ арқылы егін жинауда G дәрежелі таланты мен S дәрежелі таланты бар адам туралы аңыздарды естідім. Бірақ бұл шынымен де мүмкін бе?" Содан кейін олар Данзо мен Кансуға барады. Олар бізге бұл миссия туралы айтқан, біздің команда мүшесі екенін айтады. Бірақ біз мұнда өткен жаттығудан қашып кеткен көптеген гоблиндер туралы ешқашан естіген емеспіз. Данзо оларды құтқарғаны үшін алғыс айтады және ол оларға бұл қажет емес екенін және одан да маңызды нәрсені талқылау керек екенін айтады. Ол Куртқа жақын арада жаңа қолөнер шеберханасы ашылатынын және ол жерде авантюрист ретінде жұмыс істейтінін айтады. Ол одан бұл туралы не ойлайсың деп сұрайды. "Сен менімен келесің бе? Мен сенің Офелияның үйінде керемет нәрсе жасағаныңды естідім", дейді ол оған. "Бірақ мен қазір Секюра командасымен жұмыс істеп жатырмын." Ал Канс оған бұл керемет мүмкіндік екенін айтады. "Біз үшін уайымдама, сен оны пайдалануың керек." Юлиша оларға маған жұмыс тауып, бірнеше авантюрист жалдауымды сұрағанын айтты. "Сондықтан қалай ойлайсың? Сен бізге қосыласың ба?" Олардың барлығы бұл идеяға қатты қуанды. Олар кетер алдында Джулиша Куртқа: "Біз ол жерге келгенде таланттар сынағынан өту туралы не ойлайсың?" дейді. "Сіз өзіңіздің таланттарыңыздың не екенін білуіңіз керек." Ол мұны Hollow War компаниясының қолөнер мамандары келгенде жоспарлағанын есіне алды. Сондықтан ол келіседі. Келесі күні ол Мимикамен кездеседі. Ол өзін таныстырып, оған: "Мен таланттарды бағалауға тағайындалдым. Сенің Офелиядан ұсынысыңмен келгеніңді естідім. Мен сенің сиқырлы кристаллыңды көрдім. Сондықтан сенімен жеке кездесуді өтіндім." Сол күні кешке Курт Сакураның командасымен бірге олардың үлкен жетістіктерін атап өтеді. Ал Мимика бұл туралы Юлишияға айтады. "Мен Куртқа оның егін жинау, тамақ дайындау және тау-кен өндіру бойынша екінші, ал қалғандары бойынша үшінші орында екенін айттым." Юлиша одан нақты нәтижелер қандай екенін сұрайды. Ол оған: "Сәлеметсіз бе? Жұмыс дағдыларды G-ден C деңгейінен жоғары мәнге дейін өлшей алады", дейді. "Мен оның талантын өлшегенімде олардың барлығы C дәрежесі болды, ал оның сиқырлы күші менікінен әлдеқайда жоғары болды", дейді Юлиши оған. "Дәл мен күткендей, бұл оның қабілеттері бізге оны жасырын шебер қолөнерші етіп тағайындауға жеткілікті екенін білдіреді. Мимика оның талантын бағалаған мен болғаным үшін бақыттымыз", дейді. Егер бұл белгілі болса, не болатынын кім білсін. Сол кезде Кир шүкіріп келеді. Ал Мимика оған: "Оның CC дәрежесіне ие болғаны сізді ренжітті, солай емес пе?" Және олар оны мазақ етеді. Және олардың барлығы экипаждағы миссияға аттанды. Ал Курт оның жылдамдығына қатты әсер етті. Феликия оған бұл сапарды шебер қолөнершінің беделін пайдаланып ұйымдастырғанымызды айтты. Содан кейін Ланселот біз бара жатқан қалада телепортацияға арналған тастар жоқ екенін айтты. Дегенмен бұл бастапқыда жындар елінің шекарасындағы әскери база болған. Патшаның жаңа орынбасары әлі тағайындалмағанымен, бұл әлі де маңызды қала және одақ жалғасуда. Оны қолдау үшін Данзо біз осы маңызды қаладағы жаңа қолөнерші үшін ерекше кеш болатынымызды айтты, деп жауап берді. "Канс, бұл біз үшін тым көп", деді Феликия оған. "Біз сені қабілетің үшін таңдадық." Бірақ екінші жағынан Сена айтылғандарға көңілі толмай, тапсырмамен келіспей қалды. Ол сондай-ақ олардың жақсы ниетпен емес, жай ғана аузын жабу үшін таңдалғанына күдіктенді. Олар қалаға жеткенде Курт дәл осы қалада 3 күнде қабырға тұрғызып,
жұмыстан босатылғанына таңғалды. Сондықтан ол ренжіді. Осыдан кейін олар мүлдем бос жерге барды және бір қызығы, Феликия оларға бүгіннен бастап бұл сіздің базаңыз болатын қолөнер шеберханасы екенін айтты. Олардың барлығы оның сөзіне таңғалып, одан енді не істеуіміз керек деп сұрады. Ол оларға семинар аяқталғанша қонақ үйде күте тұрыңыз деді. Кенет ол Курттан мұнда өзің қолөнер шеберханасын сала аласың ба деп сұрады. Бірақ ол оған кешіріңіз, бірақ мен ағаш үй сала аламын деді. Әрине, бірақ бір күнде шеберхана салу мүмкін емес. Мен мұны шамамен 3 күнде жасай алар едім. Олардың бәрі тағы да шошып кетті деді Феликия оған. 3 күннен астам уақыт өтсе де, уақытыңды ал, егер саған бірдеңе керек болса, менен сұра. Сондықтан ол бір парақ қағазды алып, өтінішін жазып алды. Ол оған 2 күн қажет екенін айтты. Бірақ мен оны саған аламын. Ал сені ренжіп, ештеңе түсінбеді. Олар кетер алдында Феликия Куртқа қонақ үйге қайтып, тамақ ішіп, жақсы демалуды ұмытпа, деді. Ал олар кеткеннен кейін Феликия қалғандармен кездесу өткізді. Сена одан ашуланып, сен оларға үңгірде не болғанын айтасың ба деп сұрады. Канс пен Данса таңғалып, одан не болып жатыр деп сұрады. Ол оларға Курттың барлық темір гоблиндерді жалғыз өзі жеңгенін айтып, бала кезінен бұл гоблиндерді өндіруге дағдыланғанын айтты. Олардың бәрі шошып кетті. Ал Сена Феликиядан, айтыңызшы, бұл Курт кім және сендер кімсіңдер деп сұрады. Содан кейін Феликия өз бетімен сөйлеп, оларға, мен бұрын корольдік отбасында қызмет еткен авантюристпін деді. Содан кейін Лайсалот орнынан тұрып, толық аты жөнін айтып, корольдік отбасының елтаңбасы бейнеленген қанжарды суырып алды. Бұл оларды есеңгіретіп тастады. Ол менің осы патшалықтың 3-ші ханшайымымын деді. Кенз орнынан атып тұрды. Ол оларды тыныштандыруға тырысып, белгілі бір себептермен өзінің жеке басын жасырғанын түсіндіріп, осы уақытқа дейін оған Лиз деп жүгінуін өтінді. Сена сұрады. Курт та корольдік отбасынан шыққан ба? Феликия, жоқ, оның шын мәнінде кім екенін біз де білмейміз, деп жауап берді. Біз оның барлық жауынгерлік дағдыларының G дәрежесі бар екенін анық білеміз. Бірақ оның тау-кен өндіру және тасымалдау сияқты жауынгерлік емес дағдыларының барлығы C дәрежесіне ие. Оның бар екеніне бәрі күмәнданатын дәреже. Бірақ Курт бұл шындық туралы ештеңе білмейді. Біз оны одан жасырып, оның G немесе ең көбі V дәрежесі бар екенін айттық. Шынымды айтсам, жаңа шебер қолөнерші Курттың өзі және бұл да құпия. Сена одан ашуланып, неге оны алдап жатырсың деп сұрады. Феликия оған шындықты айтсақ та, ол бізге сенбейтінін және одан да маңыздысы, егер зұлым адамдар оның талантын білгеннен кейін оны тауып алса, оны пайдалану үшін интригалар жасай бастайтынын айтты деп жауап берді. Сена ашуланып, екеуің оны қазірдің өзінде қолданып жүрсіңдер. Кенз оны тыныштандыруға тырысты. Ал Лиз Курттың маған дайындаған тағамының арқасында менің қарғысымды алып тастай алғанын айтты деп қосты Феликия. Біреу Лизді өлтірмекші болды. Сондықтан бұл қаланы жаңа шеберхана салу үшін таңдауымыздың себебі жауды әшкерелеу және оның артында кім тұрғанын анықтау. Ал Курт бұл туралы ештеңе білмейді деп жалғастырды Лиз. Ол маған қарғысымды жоюға көмектескенде, ол менің кім екенімді де білмеді және сұрамады. Оның орнына бірдеңе сұра. Феликия оларға Курттың өте мейірімді екенін және әрқашан басқаларды өзінен жоғары қоятынын айтты. Сондықтан мен бұл баланы қорғағым келеді. Содан кейін Лиз авантюристерден оны қорғауды сұрады және бұл туралы оларға ханшайым ретінде емес, оның досы ретінде айтты. Данса рыцардың міндеті корольдік отбасына мойынсыну деп жауап берді. Бірақ біз авантюристпіз және бізде ондай нәрсе жоқ. Бұл міндет. Соған қарамастан, біз Куртпен бірге соғысып, өз өмірлерін қатерге тіккен доспыз деп қосты Канс. Бізге достарымызды қорғау үшін ешқандай себеп қажет емес. Данзо мұның дұрыс екенін айтты және оның досы ретінде мен оны да екеуіңді де қорғаймын. Бірақ Сена екіленіп, біз олармен бірнеше күн бұрын кездескенімізді және Курт туралы ештеңе білмейтінімізді айтты. Феликия оған, мен сенің сезіміңді түсінемін деді. Сена ренжіп, одан, сен мұны қалай айта аласың деп сұрады. Ойыңда жоқ нәрсені айтпа. Ол, мен де Куртпен кездескеніме 6 ақ күн болды деп жауап берді. Олардың бәрі таң қалды. Ал Сена кетіп қалды. Ол кетіп бара жатқанда, ол олардың айтқандары туралы ойланып, өзіне Курт шындықты білуі керек деді. Ол оған жақындағанда, оның бірнеше сағаттың ішінде осындай үлкен жетістікке жеткеніне таң қалды. Ол одан, сен мұның бәрін жалғыз қаздың ба деп сұрады. Ол, иә, менің тау-кен ісінде V дәрежесім бар деп жауап берді. Ол тіпті V дәрежесінің иелері де мұны істей алмайды деп іштей ойлады да, оған, сен кереметсің деді. Ол, жоқ, менің ауылымда бір күнде ондаған ғимарат салуға болады. Сондықтан мен әлі де баяумын деді. Сена одан бетер шошып кетті де, одан, сізге бұл жұмысты тапсырғаныңызға ренжімейсіз бе деп сұрады. Ол сенімді түрде, мені мұны істеуге ешкім мәжбүрлеген жоқ. Сондықтан, әрине, мен ренжімеймін деп жауап берді. Керісінше, мен бақыттымын. Өйткені мені ескі кешімде үнемі түкке тұрғысыз деп атайтын және мені қуып жіберетін. Бірақ қазір мен бақыттымын. Өйткені мен сияқты адам өзінің бір нәрсеге тұрарлық екенін дәлелдей алады. Сена Феликияның Курт өте мейірімді. Сондықтан мен оны қорғағым келеді дегенін есіне алды және ол өзінің не айтқысы келетінін түсініп, ойын өзгертті. Сонымен бірге Данзо Бандана есімді олардың ақпарат берушісімен кездесіп жүргенде, ол оған Бенукидің де белгілі екенін айтты. 100 адам ретінде ол зұлым адамның шеберлігіне еліктеп, шытырман оқиғалы кештерге барады. Ол қазірдің өзінде көптеген кештерді қиратып тастады. Сондықтан, сіздің соңғы миссияңыздың алдында ол бізге Сакура кешін жою ниетімен қосылған болуы мүмкін. Және, әрине, оны жіберген адам. Жақында олардың жұмысына кіріскеніңіз үшін сізді жек көретін топ. Егжей-тегжейлер сіздің қолыңызда тұрған газетте. Сол күні кешке мейрамханалардың бірінде Бай Бенуки отырып,
өзіне, мен бұл шие гүлінің ақымақтарын көремін деп ойламадым, деді. Мен оларды аман қалу үшін миссияға жібердім, бірақ олардың үшінші ханшайыммен байланысы бар қолөнер шеберханасына жұмысқа қабылданғанын естідім. Сондықтан мен оларды жойып жіберсем, мен 1 тонна ақша аламын, деп жауап берді. Басқа үстелде отырған Данзо бұл керемет жоспар сияқты. Байбонуки мұны кім айтқанын да көрмей жауап берді. Әрине, менің жетістіктерімді жойғысы келетін көптеген клиенттерді таба аламын. Үшінші ханшайым туралы. Кенет ол артына қараса, Дансоны көрді де, үрейленіп, тез қашып кетті. Бірақ Дансо қақпан ретінде орнатқан көрінбейтін жіпке сүрінді. Данзо оның қасына келіп, сен әрқашан ақылды едің, сондықтан ол жерде гоблиндер колониясы бар екенін білетініңе сенімдімін, деді. Байбонуки оны тірі қалдыруын өтініп, біз доспыз, деді. Данзо қылышын тез суырып алды да, басын кеспей тұрып, қолын тоқтатты. Байбонуки шошып кетті. Ал Данзо оған, мен сені дос деп санамаймын. Егер сен менің достарыма тағы бір рет жақындасаң, мен сені еш ойланбастан өлтіремін, деді. Бандана не болып жатқанын алыстан бақылап, Данзоның оны өлтірмегеніне ренжіді. Ол мұны өзі жасамақ болған кезде, Мимико басқаратын барлау бөлімшесі фантомнан 2 адам пайда болды. Банданаға арналған хабарламасы бар қарға ұшып келді де, ол іштей, мен Курт ауылына баруым керек деп ойлады. 2 күннен кейін Канс пен Данзо бұл арман немесе шындық екеніне сенбей, сол жерде тұрды. Өйткені олар Курттың небәрі 3 күнде салған сарайын көрді. Олар кірген кезде Курт оларға экскурсия жасады, және олар одан да қатты таң қалды. Өйткені ол су өндіру станциясын салып, толық жиһаздалған жатын бөлмелерін жасап, жылдар бойы қызмет ете алатын жарықтандыру жүйесін жасады. Осыдан кейін ол Фелисиядан шебер қолөнершімен қашан кездесетінімізді сұрады. Ол қобалжып, оның өте бос емес екенін айтты. Сондықтан ол сәл кешігіп қалады. Сосын ол одан, айтпақшы, сенің бөлмен қайда, деп сұрады. Ол менің жай ғана үй шаруасымен айналысып жатқанымды айтты. Сондықтан мен ас үйдің жанындағы демалыс бөлмесінде ұйықтай аламын деп ойладым. Олардың барлығы бірден бұл мүмкін емес деп жауап берді. Сондықтан олар оған шебер қолөнерші келгенше ұйықтайтын бөлмені таңдауды ұсынды. Бірақ ол оған лайық емес деп ойлап бас тартты. Көп әрекеттен кейін ол шебер қолөнершінің бөлмесінде ол келгенше ұйықтауға келісті. Содан кейін Феликия одан сарайдың айналасына қарғысқа қарсы тосқауыл қоя аласыз ба деп сұрады. Ол, өкінішке орай, бұл мен үшін тым қиын, деп жауап берді. Сондықтан ол Мимиконың оларға берген қарғысына қарсы заклинание жасауға мәжбүр болды. Келесі күні Курт оларға таңғы ас дайындады. Олардың бәрі оның соншалықты дәмді болып шыққанына таңғалды. Кенет Курт жоғалып кетті. Ал Лиз оларға бұл туралы айтты. Ол біртүрлі іздерді көргенін айтып, оларды шүберекпен сүртуге кетті. Феликия шошып кетті де, ол қарғысқа қарсы заклинаниелерді өшірмейінше, оны тоқтату үшін тез жүгірді. Бірақ Мимика оған оларды өшіру мүмкін емес екенін айтты. Бірақ таң қалдырғаны, ол оларды оңай өшіре алды. Феликия не істерін білмей абдырап қалды. Өйткені оның енді сиқыры жоқ. Ал Мимиконың келуіне әлі бірнеше күн қалды. Сонда ол оны осы уақытқа дейін қорғай ала ма? Екінші жағынан, Марвел қамалдың қожайынының алдында тұрды. Ол оның шеттетілгенін айтып, Марвелді есеңгіретіп, оны одан сайын қорқытты. Өйткені ол жоғары дәрежеге жетті. Жаратқан ие мұның себебін оның тиесілі партия екенін айтып түсіндірді. Жалындаған айдаһар Фонг деп аталатын. Өз миссияларында сәтсіздікке ұшырады. Ең бастысы, олардың жетекшісі қазір іздеуде жүрген қылмыскер болды, және ол өз сарайының беделінен қорықты. Ер жүрек, бірақ бұл менің кінәм емес, деп жауап берді. Мүмкін бір күні мен найзағай сиқырымды мейрамханада қолданған шығармын. Бірақ бұл бізге сол жерде қорқынышты тағам ұсынғаны үшін жаза болды. Ол оның әкелген беделі олардың сарайына дақ түсіретініне ашуланып жауап берді. Марвел қамалдың беделін көтеру үшін жасаған барлық күш-жігеріне қынжылды. Әсіресе ол осы авантюристерге қосылғаннан бері тек қамал үшін, табысқа жету үшін. Бір қызығы, деп қосты ол, бірақ біз сіздің сиқырлы дағдыларыңызды шынымен бағалаймыз. Сондықтан келесі миссияңызды тамаша орындасаңыз, бізбен бірге болып қана қоймай, дәрежеңізді де арттырасыз. Марвел қатты қобалжыды. Жаратқан ие оған бір стақан шырын құйып, оған берді. Ол оны ішіп алды. Кенет ол ашуланып күлді де, мен саған үшінші ханшайым Лислотты өлтіруге көмектесуіңді бұйырамын, деді. Марвелус тағы да шошып кетті. Содан кейін жаратқан иенің оның сусынына салған қарғысынан іші қатты ауырды. Ол оған қарғысқа ұшырағандықтан оның денесі судан басқа ештеңені қабылдай алмайтынын айтты. Яғни, егер ол өз миссиясын орындамаса, аштықтан өлуге 1 ай уақыт бар екенін айтты. Және сол кезде қарғыс жойылады. Марвелус оянып, оның алдында жын патшаның өзі тұрғанын көрді. Сонымен бірге, Курт қарғыс кедергілерін жойғаннан кейін, Джулиша ханшайымға ешқандай өзгеріс болған жоқ деп ойлады, және неге оған осы уақытқа дейін ешкім шабуыл жасамады деп ойлады. Ол соншалықты абдырап қалды. Тіпті тамақ оны қарғыстан сақтайды деп ойлады. Ол Мимико қалада барлау желісін құрды деген оймен өзін тыныштандырды. Сондықтан бірдеңе болса, олар алдын ала біледі. Бұл арада Лиз Курттың ас әзірлегенін қатты ұнатып қалды да, оған, егер мені қарғысқа ұшыратса, маған бұрын жасаған тағамды дайындап беріңізші, деді. Ол оның сөзіне риза болып күлді де, енді қарғыс туралы уайымдаудың қажеті жоқ, деді. Джулиша таңғалып, одан, қалай деп сұрады. Сіз үйдің айналасында қарғысқа қарсы тосқауыл жасай алмаймын деп айтпадыңыз ба? Ол былай деп жауап берді. Әрине, мен тосқауыл жасай алмас едім. Өйткені қамалдың өзі қарғысқа қарсы тұрады. Сондықтан оның ішінде басқа тосқауыл жасау қиын. Бірақ мен қарапайым түзету енгіздім. Қарғысқа тойтарыс берудің орнына шабуылдаушы енді жарқырайды. Осылайша, егер мен олардың қарғысқа ұшырауына жол берсем, мен өзімді кінәлі сезінемін. Джулиша бұл туралы Мимикоға айту үшін орнынан тұрды. Сондықтан ол хабардар болды. Осыдан кейін Курт Лизадан, қалада аздап серуендеуге қалай қарайсың, деп сұрады.
сен мұнда келгеннен бері қамалдан шықпадың. Лиза мұңайып қалды. Өйткені ол онымен бірге барғысы келді. Бірақ қауіп төнгендіктен бара алмады. Сондықтан ол кешіріңіз, бірақ бүгін емес, деді. Бұл Куртқа бірдеңе дұрыс емес екенін сездірді. Бұл арада қарғыс жасаушы бастығының алдында тұрып, бұл уақытты алды, бірақ бұл жолы мен оны өлімге әкелетін қарғыспен қарғап, оны аяқтаймын, деді. Дәл осы сәтте Офелия қарғысқа ұшырағанын сезді және кенеттен қарғыс жасаушының бүкіл денесі Курттың әрекетінен жарқырай бастады. Қабырғаның басқа жерінде генерал Ред тұрды. Ол бір кездері Куртты қала қабырғаларын тұрғызу үшін жалдаған, бірақ 3 күннен кейін оны жұмыстан шығарған адам. Өйткені Курт жұмысты күдікті түрде тез аяқтады. Генерик, оның әскерінің бір мүшесі, оның қасына келіп, неге сонша шиеленісіп тұрсың, деп сұрады. Сен құбыжықтардан қорқасың ба? Ол оған таңғалып, уайымдамау керектігін айтты. Өйткені қабырғаны тұрғызу жұмыстары аяқталды. Бірақ Ред бұл қала өте маңызды деп жауап берді. Сондықтан мен құрылысты жеке бақыладым. Сондықтан оған ешбір тыңшы араласа алмайды. Бұл кезде Мимико, Юлиша және Офелия қарғыс атқан жаратушының жарқыраған мәйітінің алдында тұрды. Офелия жарқылдың қаншалықты жарқырағанын көргенде, оны өлтіруге шешім қабылдағанын және қарғыс атқан рефлектордың күшті болғаны сонша, мәйіт өлгеннен кейін де жарқырай беретінін болжады. Оның айтуынша, егер Курт бізбен толық жұмыс істесе, біз оны бүгін аяқтай аламыз. Бірақ Юлиша алаңдап, жоқ, өтінемін, жасамаңыз, деп жауап берді. Біз оны білмей ақтым, көп әңгімеге тартып үлгердік. Мен бұл балаға бұдан да үлкен қауіп төндіргім келмейді. Мимика тергеуді өзі жүргізетінін айтты. Ең бастысы, Лиза осы уақыт ішінде шеберханадан мүлдем шықпауы керек. Кенеттен қала сыртында қаңқа тәрізді құбыжықтардың жаппай шабуылы болды және олар өздерінің басым көпшілігінде қабырғаларға жақындай түсті. Сонымен бірге Мимиконың желісі ақпаратты жіберді және олар сыртта не болып жатқанын түсінді. Екінші жағынан, Ред генерикке азаматтарды эвакуациялауды бастауды бұйырды. Бірақ ол олардың қаңқалары әлсіз болғандықтан соғысуды ұсынды. Ред бас тартты және азаматтарды қорғау бірінші кезектегі міндет екенін айтты. Кенеттен олар қаңқалардың қабырғалардан қарусыз өтіп, жоғалып бара жатқанын көрді. Қызыл солтүстік және батыс қақпаларды Курт салғанын есіне алды және бәрі не болып жатқанын түсінбей шошып кетті. Бұл арада жын патшасы шаршаған Марвелусқа: әлі өлме, бірінші толқын құлады. Бірақ екінші және үшінші толқындарда біз сенің сиқырлы күшіңді пайдаланып жатырмыз, деді. Марвелус лордтың жын патшасымен келісім шартқа отырып, оны қалай пайдаланғанына таңғалды. Ханшайымды өлтір. Жын патшасы қаңқаларды жасау үшін оның энергиясын сіңіріп, оған былай деді: біз тұрған бұл қирандылар бұрын жындарды шақыру үшін пайдаланылған. Сондықтан бұл тамаша орын. Құбыжықтар жасау және сізде бұл сияқты сиқырлы энергия жоқ сияқты. Алтын бөшкеге ұқсайтын лорд өзін жариялады. Бірақ мен сенің жаныңды отын ретінде пайдалансам, бұл жеткілікті болады. Ер жүрек мұның бәрі тұзақ екенін түсінді. Келесі күні Улис Куртқа қаланың барлық жағынан құбыжықтармен қоршалғанын және олар қосымша күштерді шақырса да, ұшатын құбыжықтар әлі де жарылып кете алатынын айтты. Ол барлау желісінен алған ақпараты туралы ойлады. Құбыжықтардың көзі Лапутаның қирандылары болды. Ал рыцарлар қазір бұл қирандыларға шабуыл жасау стратегиясын әзірлеп жатыр. Бірақ олар абайсызда әрекет ете алмады. Мына сандармен Лиза Юлишаға: мен кеше түнде шабуыл жасалғанын естідім. Ал Юлиша: иә, бірақ бір қызығы, олар қабырғаларға тиген бойда тазарып кеткендей болды. Курт оның ауылында қабырғаға тиген құбыжықтарды тазарту әдеттегідей болды деп жауап берді. Бұл Юлишаны күлдірді. Өйткені ол Курт салған нәрседен дәл осылай күтті. Ол құбыжықтар Курт жасамаған бөліктерге қол тигізсе, оларда қиындықтар болады деп ойлады. Ол бұл идеяны ойлап тауып, Курттан Лизаның қасында қалып, оған қамқорлық жасауын өтінді. Сосын ол кетіп қалды. Ол Курттың бұрын жасаған кристалдарын алуға барды және Мимика мен Офелиямен бірге Элитке барды. Элит оны көрген бойда, оны жылы қарсы алып: мен сенің осы қаладағы жаңа шеберханаға қосылғаныңды естідім, деді. Ол одан серіктерінің кім екенін сұрады. Ол: бұл корольдік отбасының сарай сиқыршысы, ал мынау Офелия шебер қолөнерші, деп жауап берді. Элит фактілерді тез арада сәйкестендірді. Өйткені ол Офелияның жаңа шеберді ұсынғанын білді. Ол одан: сонымен ханшайым оқуға баратын шеберхана осында, деп сұрады. Юлиша: иә, бірақ мен саған басқа нәрсе үшін келдім, деп жауап берді. менің жоспарым бар. Мен сенің және сенің сарбаздарыңның құбыжықтарға жем болғанын қалаймын, ал мен қирандыларға кіріп бұлақты жойып жіберемін. Ол келісті, бірақ онымен бірге жүру шартымен. Бұл оны әмбебап нысанға айналдырды. Өйткені бұл өте қауіпті болды. Элит оған: шабуылды басқаруымыз керек, ал сен жем ретінде әрекет етесің, деді. Бұл миссия өте маңызды және мен оны басқа ешкімге сеніп тапсыра алмаймын. Ол Мимика мен Офелиядан қаланы қорғауға көмектесуін өтінді. Олар келісті. Ол сарбаздарына өз орындарына кетуді бұйырды да Генерикке: сен ренжіген сияқтысың, бірақ мен стратегиямды өзгертпеймін, деді. Генерик екі шынаяққа су құйып, біреуін Элитке берді де: әдетте біз бұл екі шынаяқты жолға шықпас бұрын қоштасу ретінде ішеміз, содан кейін ажырасамыз, деді олар. Ол өзіне су құйып: бірақ бұл қоштасу емес, деді. Екеуміз де аман қалып, үйге қайтатынымызға сенімдіміз. Элит басын изеп, тостағанын да толтырды. Бұл арада Курт қатты ренжіп, бірдеңе туралы, өз ауылындағы қарт туралы ойлады. Бірде ауылда темір соғу жүректі нығайтады және өзің туралы ойлауға мүмкіндік береді деп айтқан. Ол қарттың қылыштарын керемет өткір жүздерімен соғып жатқанын есіне алды. Сондықтан ол өзнікінде қылыш соғуға тырысты. Оны жағымсыз естеліктер тасқыны басып қалды.
ол Фонгтың жалындаған айдаһар отрядынан шығарылды және ол мұны істей алмады. Ол өзінің досы деп ойлағанына қарамастан, Сакура отрядымен шайқаста оған көп көмектесті. Сонымен бірге Улисия мен Элит қала қақпасының алдында сансыз қаңқалармен қоршалып, ішке кіруге тырысты. Улисия оларға Курт жасаған кристалдардың бірін лақтырды. Кенеттен ол жарқырап, барлық қаңқаларды жойып жіберді. Барлық сарбаздар бұл жаңа сиқырлы шеберхананың күші деп ойлап таң қалды. Ал Мимика мен Офелия да таң қалды. Бұл сарбаздарға алға ұмтылуға және жоспарларын жалғастыруға мүмкіндік берді. Осы уақытта Курт қылыш соғуды аяқтады. Ол оған көңілі толмай қарап, мен екінші дәрежелі шебер болуым керек, бірақ бұл қылыштың тіпті ди дәрежесі де жоқ, деді. Қара, ол ішке кіріп, өзі жасаған қылышты көріп, оны бірден жақсы көрді. Ол оған менің көңілім сәл ауытқып кеткенін және байқаусызда оны сиқырға толтырғанымды айтты. Сондықтан абай болыңыз. Егер сіз пышақты көтерсеңіз, ол іске қосылады. Маған бұл көбірек ұнады. Ал Курт, егер бұл сізге ұнайтын болса, оны өзіңізге алуға болатынын айтты. Ол оның өзін күлдіріп жібергенін байқап, одан сенің артыңнан біреу келе жатыр ма деп қатты сұрады. Лиза оның мұны байқағанына таң қалды және өзін кінәлі сезінетінін мойындады. Өйткені бәрі ол үшін өз өмірлерін қатерге тіккен. Оның айтуынша, Юлиша қазір құбыжықтарды жою үшін батыс қирандыларына жетуге тырысуда. Курт ол жерде бұрын Фонгтың жалындаған айдаһар отрядымен бірге болғанын есіне алды. Өйткені олардың жетекшісі құбыжықтармен күрескісі келді. Оның есімі сонда пайда болды. Өйткені жын оны мұны істеуге мәжбүр етті. Барлығын біріктіргеннен кейін, ол Улистің сол жынмен бетпе-бет кездесуге бара жатқанын түсінді. Өйткені ол Лизаны аңдып жүр. Курт одан бетер ренжіді. Өйткені ол бұл жынмен өзі күресе алмас еді. Ол Лизаға, мен ренжідім. Өйткені мен үшін қымбат адамды қорғай алмаймын. Бұл Лизаны ыңғайсыз етеді, деді. Мен оның оны жақсы көретінін меңзеп тұр деп ойладым. Бірақ ол сені, Юлиша мен барлық достарымды қорғағым келеді деп оның үмітін үзді. Ол сондай ақ шеберханада отырып, ештеңе істей алмайтынын айтты. Ал Лиза қылмыскерді өзі ұстағысы келетінін айтып, келісімін берді. Сол кезде Курт, жарайды, барып Юлишаға көмектесейік, деді. Осы уақытта Улис пен Элит құбыжықтармен күресіп, оларды толығымен қоршап алды. Кенеттен Улис қорқынышты нәрсе болатынын сезді. Ал Лис Куртпен бірге ұрыс даласына аттануға дайындалып жатыр. Және ол Курттың өзі жасаған қанжарға қандай сиқыр жасағанын білгісі келеді. Ал Курт оған тезірек кет деп айқайлайды. Кенеттен Лиз оның артында біреу тұрғанын көреді. Екінші жағынан Юлишия мен Рид ұрыс даласында шайқасады. Ал Юлишия олардың жолы болды деп ойлайды. Өйткені құбыжықтардың көпшілігі генериктің қызыл майшабақ ретінде пайдаланған күшіне тартылды және ол өте күшті жасау үшін сиқырлы кристалдарды пайдаланды. Орманда шамдар жанып тұр. Ол жаудың сиқырлы кристалдары таусылды және олардың да өз кристалдары таусылғалы жатыр деп ойлайды. Сондықтан олар бұл құбыжықтардың пайда болу көзін тез табу керек. Кенеттен құбыжықтардың бірі Ридтің бүйіріне пышақ сұғып алады. Сондықтан Юлишия ол үшін алаңдай бастайды және ол оған тез кетуді бұйырады. Ал ол әрекет ете алмай тұрып, құбыжықтар оған тез және күтпеген жерден асығады. Сакураның кешіндегі Кенс келіп, оны құтқарады. Ал Рид олардың кім екеніне таңғалады. Сонымен Сакураның көшбасшысы Данзо жауап беріп, олардың авантюристі шебер суретші үшін жұмыс істеп жатқанын айтады. Ақырында олар ғимараттан осы құбыжықтардың көзін табады. Осылайша Юлишия күшті жарық жасау және құбыжықтардан құтылу үшін сиқырлы кристалды лақтырады. Және олар бұл жерге жеткенде Юлишия Ридке бүйіріндегі жараны емдеу үшін шөптен жасалған дәрілік сусын береді. Олардың алдынан құбыжықтар үйірі шығады. Сондықтан Сакура Рид пен Юлишияға уақыт сатып алу үшін оларға асығады. Олар тез ғимаратқа кіреді және олар жолда қаңқаларды кездестіріп, оларды жойыңыз. Сонымен бірге Марлфус жын патшасы оның күшін тартып алады деп қорқады. Өйткені егер ол осылай жалғаса берсе, ол кез келген сәтте өліп кетуі мүмкін және оның алдында қақпа ашылады. Ол арқылы ол сыртта не болып жатқанын көреді және ол сарбаздардың құбыжықтарын жою үшін қолданатын сиқырлы кристалдарын көріп таң қалады және олармен амандасуға өзі баруды шешеді. Екінші жағынан Юлишия мен Рид құбыжықтарымен қаңқалардың бұлағына жетеді. Сондықтан Юлишия сиқырлы кристалды олар жерден шыққан жерде сындырады және бұлақ жабылады. Кенет олардың алдынан жын патшасы шығып, ұрыс даласына қарай бет алды. Юлишия қуанып, бұл біз жеңуіміз керек бастық екенін айтты. Сондықтан ол оған тез жүгіріп барып, сиқырлы кристалды лақтырып, қылышымен сындырды. Бірақ ең таңғаларлығы бұл жын патшасына әсер етпеді және ол кристалдың күшіне тәнті болды. Сондықтан ол Юлишияға мәңгілік өмір болмаса, өзіне қауіп төнуі мүмкін екенін айтты. Сондықтан Рид оған қылышын алып, оны пышақтап тастайды. Бірақ жын патшасы әдейі соққыдан қашпайды. Өйткені ол бәрібір оны өлтірмейтінін біледі және екеуі де шошып кетеді. Жын патшасының денесі бірден сауығып кеткенде, оның себебі осы. Бұл үлкен күш, ол Марлфустың күшін сарқып, оған арқа сүйейді. Сондықтан Марлфус жын патшасы жасаған сиқырлы шеңберді бұзуды ойлайды. Сонымен бірге жын патшасы оларға олардың шайқасын көргенін айтады және шынымды айтсам, олар мүлде жаман емес және ол генериктің қаңқалармен соғысып жатқан ұрыс алаңын көрсететін экранды ашады. Олардың саны біртүрлі түрде артып келеді. Рид, менің рыцарларым ешқашан сенің алдыңда тізе бүкпейді деп қатты жауап береді. Ал жын патшасы, мен шынымен де жеткілікті түрде жібермедім дейді. Кенеттен ол құбыжықтар шығып жатқан қақпаны қайта ашады. Олардың арасында өте үлкендері бар. Сондай-ақ қорқынышты құбыжықтар. Сондықтан жын патшасы, бұл адамдар сіздің қабырғаларыңызды оңай бұзатынын айтады. Тіпті кіреберісте Сакура деп аталатын үшеуін таптап кетуі мүмкін. Рид ашуланып, мен саған бұған жол бермейтінімді айтты. Ал Юлишия екеуі оған бір уақытта шабуыл жасап, басын кесіп, жүрегіне пышақ сұғып алды. Сонда да жын патшасы мазақ етіп, күліп, басын ұстап, денесіне қайта салып, мен бұл қаланы қиратып, ханшайымды алып кететінімді айтады. Мүмкін мен мейірімді болып, сені тірі қалдыратын шығармын. Сонда сен ханшайымның жыртылып жатқанын көресің. Сондықтан Юлишия қобалжыды және Рид оны тыныштандыруға тырысып, бұл тіршілік иесін жеңу барлық мәселелерді шешудің ең қысқа жолы екенін айтты. Ал Юлишия одан бетер абдырап қалды. Өйткені ол басын кесіп,
жүрегін тесіп, сиқырлы кристалды қолдануға тырысқаннан кейін мұны қалай істейтінін білмейді. Жын патшасы Юлишияның бұл сөзінен ләззат алады. Өйткені ол қорқыныш, абыржу және ең бастысы үмітсіздік көріністерін жақсы көреді. Екінші жағынан, Марлфис үмітсіздікке бой алдырады және оның басынан өткерген жағдайдан шығуға немесе басқа бірдеңе жасауға, сиқырлы шеңберді бұзуға күші де жетпейді деп ойлайды. Айтпақшы, ол көптен бері ештеңе жемеген, сондықтан аштық оған ештеңе істеуге кедергі келтіреді. Тіпті оны өлтіруі мүмкін және бұл оған Курттың қайтадан жегісі келетін тамағын еске түсіреді. Ол да Курттың даусын есіне алып ойлайды. Ол галлюцинацияға ұшырады. Таңқаларлық жайт. Курт құбыжықтармен кездесуден аулақ болу үшін құлыптан баспанаға дейінгі барлық жолды қазып алғаннан кейін жерді жарып өтіп, астынан пайда болады. Ол шұңқырдан шыққан кезде, ол да Марлфуста қайта кездескеніне таңқалады. Ал Марлфус қасындағы ханшайымды көргенде одан бетер шошып кетеді. Және ол Курт оның ханшайымға жасалған қастандыққа қатысы бар екенін білді деп ойлайды. Және, әрине, Курт бұл туралы ештеңе білмейді. Және ол ханшайымды таңдаған жолынан бас тартуға көндіру үшін өзімен бірге алып кетті деп ойлайды. Лиз Курттан оны танитынын сұрайды. Ол иә дейді. Ол Касл қызметкері және мен алғысымды білдіретін топ мүшелерінің бірі. Ал Марлфус Каслдың бұрынғы қызметкері деп жауап береді. Мен енді олардың бірі емеспін. Сондықтан Курт ханшайымның артынан неліктен аң аулап жүргенінің себебін анықтап, оған көз жеткізуін сұрайды. Және ол оған білмеймін деп кейіп танытпа дейді. Ол одан мұның бәрі билеушінің кесірінен бе деп сұрайды. Ол иә деп жауап береді. Және ол оған ол күтпеген ақымақ сұрақ қояды. Демек, сен мұның бәрін қамалдан қуылғаннан кейін көңіліңді қалдыру үшін ғана істедің және ал Марлфус шын мәнінде ештеңе білмейтінін түсінеді. Ал ханшайым мұның бәрі тек сол үшін ғана емес, билеушінің кесірінен болғанын білгенде қатты ренжіді деп жалғастырады Курт. Ал шеттетілгендіктен сіз бұл үлкен суретті қымбат жәдігерлерге салдыңыз. Мен сенің жынға көмектесіп жатқаныңа сене алмаймын, Марлфус. Ал Марлфусты естіген ақымақтығы одан сайын шошытады. Ал Лиз шынымен де өзін жайсыз сезінеді. Ол бақытты, өйткені Курт оған ренжіді. Содан кейін Курт Марлфустан Юлишияның қайда екенін сұрайды. Ол әлі де оны тазалауға келді деп ойлайды. Ал Марлфус оған жоғарғы қабатта екенін айтады. Ал Курт жоғарыға көтерілмес бұрын Лиз оны тоқтатып, мен Юлишияны іздеп баратынымды айтады. Сіз Марлфустың салған суреттерін алып тастайсыз. Ол бас тартады. Өйткені жағдай қауіпті және ол жалғыз жүрмеу керек. Содан кейін ол оған, уайымдама, менде сен жасаған қару бар, дейді. Ол оны жібереді. Ал Марлфус оның жаңа ғана жасаған ақымақтығына сене алмайды. Курт швабрамен су әкеледі. Ал Марлфус оның ақымақтығына ашуланады. Өйткені осылайша сіз сиқырлы шеңберді өшіре алмайсыз. Әдеттегідей, Курт күткеннен де асып түседі және оған швабрамен қол тигізген сәтте ол шеңберді сүртіп тастайды және ол құлап кетеді. Ал Марлфус оның көргеніне сене алмайды. Екінші жағынан, жын патшасы шеңбердің құлағанын байқайды. Сондықтан ол жалтаруға мәжбүр болады. Юлишиямен рейд соққыға жығылады. Ал Юлишия оның жарасы бұдан былай жазылмайтынын түсінеді және ол сиқырлы кристалды шығарады. Бірақ ол оны нокаутқа түсіреді. Қолыңды сындырғанша тез тартып ал. Кенеттен апат болып, Лиз жын перілердің алдына шығады. Ол оны өлтіреді. Юлишия есеңгіреп, не болып жатқанын түсіне алмай отыр. Сондықтан жын перілер патшасы қатты қуанып, оны көруге келгені үшін мазақ ете бастады. Бірақ оның қайсысымыз ақымақ екенімізді сұрайтын даусын естігені оны таңғалдырды. Оның денесі жарқыраған көбелектерге айналды. Ал Лиз аман есен пайда болды. Ал жын патшасы оның иісі мен денесінің жылуын сезген кезде оның иллюзияны қалай қолданғанын түсіне алмайды. Лиз оған бұл біздің шебер қолөнершіміз жасаған алдау қылышының кесірінен екенін айтады. Және ол дайындалып жатқанда артында пайда болған адамды есіне алады. Және бұл адам өзі болды. Сондықтан ол қылыштың оның көшірмесін жасап жатқанын түсінді. Оны тіпті жын патшасы да түпнұсқадан ажырата алмайды. Ол оған бұл қылышты алдай алмайтын ешкім жоқ екенін айтты. Және, әрине, Юлишия әлі де болып жатқан оқиғадан шошып кетті. Сондықтан жын патшасы оны тағы да атып тастайды. Бірақ ол оның көз алдында жоғалып кетеді. Және ол Юлишияның қолынан қағып алған сиқырлы кристалдың қасында пайда болады. Сондықтан ол оны сындырып, жын патшасын өлтіреді. Екінші жағынан, Курт жын патшасының айқайын естиді. Ал Марлфис біреудің оны жеңе алғанына сене алмайды. Сонымен бірге сарбаздарға шабуыл жасайтын құбыжықтар жоғалып кетеді. Өйткені олардың шақырушысы қайтыс болды. Қауіп-қатер мен осы таңғажайып оқиғалардың бәрі аяқталғаннан кейін Юлишия Лизді өзіне қауіп төндіргені үшін ұрсады. Лиз мұңайып, мен жай ғана бірдеңе істегім келді деп жауап береді. Мен енді жасыра алмадым. Сондықтан Юлишия тынышталып, оларды құтқарғанын түсінеді. Ал Рейд тізе бүгіп, ханшайымға оларды құтқарғаны үшін алғыс айтады. Ал ханшайым оған мұның қажеті жоқ екенін айтады. Маған сенің жараларыңа бір қарап, шайқастың қаншалықты қатыгез болғанын түсінсем болғаны. Сондықтан мені қалада қорғағаныңыз үшін алғыс айтуым керек және мен сізді міндетті түрде марапаттаймын. Біз аштықтан іші дірілдеп тұрған Марлфусқа қайта ораламыз. Ол сондай-ақ жын патшасын өлтіріп, сиқырлы шеңбер жоғалып кеткеннен кейін де оған салынған қарғыс әлі де жойылмаған деп ойлайды. Міне, Курт оған дайындаған күрішімен бірге келеді. Және ол қарғыс үшін оны жеп қойса, оны құсып жібере ме деп ойлайды. Бірақ ол әлі де дәмін татып жатыр. Өйткені ол Курттың тағамынан дәм татқысы келді. Кенеттен ол жүрек айнуын сезінбейтінін түсінді. Сондықтан ол тамақтануды жалғастыра береді және қарғыстың жойылғанын біледі. Және ол Курттың құдіреті осында екенін, және олар оны осы уақыт бойы ренжіткенін, және оны бағаламағанын, және олар бұл туралы білмесе де, ол әрқашан оларды қорғайтынын түсінеді. Марлфис жылап Курттан кешірім сұрайды. Ал ол оның қымбат жәдігерлерге салған суреті үшін кешірім сұрайтынын еске салады. Және оған сіздің қателіктеріңізден сабақ алғаныңыз жақсы екенін айтады. Содан кейін Лиз мен Юлишия бөлмеге кіреді. Кенеттен тесіктен екі сарбаз шығады. Курт шұңқыр қазды. Ал Курт таңғалып,
олардың кім екенін сұрайды. Ал Лиз оған біздің басымыздан өткен барлық нәрсеге жауапты адамды ұстау үшін осында келгендерін айтады. Олар Марлфусты алып кетіп қалады. Ал Марлфус Курт әрине жоқ деп ойлайды. Оны тастап кет, оны қорға, және әрине Курт оны есеңгіретіп тастайды. Мен сені түрмеге келгенде жақсы көретін нәрсеңді дайындаймын дейді. Содан кейін ол Лиз Лоттың бар жоғын тексереді. Ал Юлша екеуінің оның өмірін сақтап қалғанын әлі түсінбей тұрып, оларды бақылап отырады. Сондықтан ол екеуін де алып үйге қайтайық дейді. Ал Курт өзінің керемет достарымен қайтып оралатын үйі бар деп ойлайды. Сондықтан ол шынымен бақытты болады. Ал кешке олар барлық рыцарларға жететін үлкен той жасайды. Және әрине Рейд пен Генерик бар. Және олардың барлығы тез тамақтанады. Өйткені тағам дәмді, керемет. Бірақ әрине Курт ол оған басқа қырынан қарап, олар тез тамақтанатындықтан өздерін мәжбүрлеп жеп жатыр деп ойлайды. Сондықтан ол олардан саған тағы бірдеңе әкел деп сұрайды. Ал Рейд жоқ деп жауап береді. Олар жай ғана зейіндерін шоғырландырып тез тамақтанады. Өйткені тағам таңқаларлықтай дәмді. Және олардың барлығы мұны растайды. Сондықтан Курт қатты қуанады. Содан кейін Лиз Куртты Рейдпен таныстырады. Өйткені ол туралы ол тек құрылыс жұмысшыларының бастығы екенін біледі. Сондықтан Курт оның рыцарлардың қолбасшысы, сондай-ақ бүкіл қалаға жауапты генерал екенін білгенде таңғалады. Ал Рейд одан қала туралы не ойлайсың деп сұрайды. Ол жерде саған ұнады ма? Және Курт әрине оған жауап береді. Мұндағылардың бәрі мейірімді, ал жері жақсы, сондықтан көкөністер керемет болып шығады. Және бұл сіздің тамаша менеджментіңіздің арқасында екеніне сенімдімін. Ал Генерик келіп, оларға жоқ, алданып қалмаңыздар дейді. Ол ештеңені қалай басқаруды білмейді. Сондықтан Рейд оған опасыздық жасамау үшін оны ұрады. Кенеттен олар от шашуды естіп, шынымен бақытты болады. Ал Курт оларға мен оларды жасағанымды айтады. Өйткені мен бәрі бақытты болады деп ойладым. Ал екінші тосынсый Дженерик пен Рейд жараларының жазылғанын түсінеді. Және әрине Курт, егер сіз жақсы тамақтансаңыз, жараларыңыздың тез арада жазылуын қалыпты жағдай деп санайды. Өйткені ол мұны өзінің қабілеті немесе басқа нәрсе арқылы жасағаны үшін емес. Сонымен бірге Рейдке қаланы басқаруға көмектескен дворяндардың бірі Тайкен есімді адам бар жерге түседі. Артындағы сиқырлы шеңбермен толығымен байланған қыз, және ол оған сенің қайтадан келгеніңді және біз өткенге оралғанымызды айтады. Бұл Курттың хас деп аталатын ауылы. Курт әлі кішкентай кезінде бірде ол жалғыз отырған қызды көріп, сен көпестің қызысың ба деп сұрады. Бірақ ол оған жауап бермеді. Ол онымен қайта сөйлесуге тырысты, бірақ ол әлі де оны елемеді. Бұл Куртты қатты ренжітті. Кенет ол былай деп жауап берді. Әкем маған ауылдан келген ешкіммен сөйлеспеуімді айтты. Өйткені олар бір түрлі әрекет етеді, және ол олардың оғаштықтарының маған әсер еткенін қаламайды. Курт өзін таныстырды да, ол менің атым Хильдегард деді. Содан кейін Курт оны өзімен бірге экскурсияға алып барды, және олар орманға жеткенше бірге ойнады. Ол жерден Хильдегард тұт ағашын тауып алып, одан тамақ жеді. Кенет ол қатты ауырып, есінен танып қалды. Осылайша Курт улы жидектерді жегенін түсініп, тез арада оған дәрі-дәрмек дайындай бастады. Ол гүлді жұлып алып, ұсақтап тастады. Содан кейін Курт оянып, мұның бәрі арман екенін түсінді. Юлиша оған бізден көмек сұраған ауылға жақын екенімізді айтты. Олар ауылға келгенде, бастық Юлишаға олардың егістік жерлеріне су жетпейтінін және барлығы егін өлмей тұрып, мәселені шешу керектігін айтады. Юлиша қолындағы картаға қарап, ол жерде су қоймасы бар ма деп сұрайды. Көрші ауылда ма? Неге олардан суды сенімен бөлісуін сұрамайсың? Деп ашуланып жауап береді. Біз олармен бірнеше рет келіссөздер жүргізуге тырыстық, бірақ олар бізді ешқашан тыңдамады. Сондықтан біз сізден және сіздің шеберханаңыздың беделді басшылығынан көмек сұрауды ойладық. Юлиша қалғандарына оралып, Дансоны жалғыз өзі ұстап алады. Ол оған қалғандары төбеге кеткенін айтады. Өйткені ол жерде құс өсіретін қарт адам тұрады және белі ауырады. Сондықтан сіз бастықпен әңгімеңізді аяқтаған кезде олар оған көмектесуге кетті. Ол оған көрші ауылмен келіссөздер жүргізетіндерін айтты. Улис басқа ауылға келгенде жылап жатқан әйелді кездестіреді. Ол оларды құтқаруын өтінеді. Өйткені олардың су қоймасы да кеуіп кете жаздады. Кенет біреу ішке кіріп, оларға тез төбеге шығуды айтады. Юлиша қатты таңғалды. Өйткені ол оның командасының жоғарыда екенін біледі. Ол төбеге жүгіріп шығып, суы бар үлкен көлді тауып алады. Ол Сеннадан, бұл адамдар бізді суы жоқ деп осында әкелді. Бірақ бұл жерде үлкен көл бар деп сұрайды. Сенна оған бірнеше минут бұрын бұл жерде болмағанын айтады. Сондықтан ол мұны Курт әдеттегідей жасаған болуы керек екенін түсінеді. Ол оған, мен сенің құстарды күтуге көмектескеніңді естідім, дейді. Ол, иә, құстар шөлдеп қалды. Сондықтан мен жер астынан жер асты суларын жинадым, дейді. Сосын ол одан, ауыл басшысымен әңгімеңізді аяқтадыңыз ба? Деп сұрайды. Кенет бір бас әйел келіп, Юлишаға қолын созып жылап, көлді өзі жаратқан деп ойлап, оған алғыс айтып, тағзым етеді. Курттың айтуынша, Юлиша өте керемет. Ол бұл мәселені шешкен адам екенін де білмейді. Осыдан кейін олар көптеген сыйлықтар алып, ауылдан кетіп қалады. Ал үйге қайтып бара жатқанда, Курт Лиз туралы сұрайды. Юлиша оған құбыжықтың шабуылы туралы есеп жазу үшін қайтып оралу керек екенін айтады. Ол бірнеше күн бұрын Ханзада Тайконға қонаққа барған. Дәл осы уақытта Лиз мен Рейд Тайконмен бірге отырады. Тайкон Рейдтен әңгіме бастауын сұрайды. Сондықтан Рейд алдымен оған осы үстелге қосылуға рұқсат бергені үшін алғыс айтады. Тайкон ханшайымға, мен сенің маған жеке барғаныңды мақтан тұтамын, дейді. Ал ол, мен мұнда ханшайым сияқты емеспін, деп жауап береді. Мен мұнда шебер қолөнершінің өкілі ретінде келдім, және ол өзіне Тайкон Ханзада герцогтікімен бірдей күшке ие. Бірақ шындық мынада, ол өзінің жалпы қаржыландыруында басқаларға сенуге мәжбүр және оның корольдік және империялық топтармен байланысы бар, дейді. Отбасылар, сондықтан әрине ол тырысады. Жеңіске жету үшін өз күшіңді арттыру керек. Біраз уақыттан кейін Тайкон одан, мен сенің 500 метр радиуста құбыжықтарды жоя алатын сиқырлы кристалдарды қолданғаныңды естідім деп сұрайды. Бұл рас па? Лиз шеберлердің шебері туралы ақпарат алуға тырысып жатқанын түсінеді. Сондықтан ол қауесеттердің жай ғана қауесет екенін айтады. Әрине, бұл соншалықты күшті емес еді. Сондықтан Курт ешкімнің қолындағы олжаға айналмады. Содан кейін ол одан, сен болған қаланың аты жоқ екенін білесің бе? Деп сұрайды. Ол, мен білемін.
Өйткені шерифтің көмекшісі тағайындалған кезде қаланы атауы керек. Сондықтан оның аты әлі аталмаған, деп жауап береді. Тайкон оған ашулана бастады. Бірақ оны көрсетпей, дұрыс айтасың, мен шерифтің көмекшісін таңдауда қиналып жүрмін, дейді. Бұл қала үшін және бұл жындар еліне ең жақын қала болғандықтан. Олай болса, дейді ол қулықпен. Сондықтан мен сенің шебер қолөнершіңді қала басшысының орынбасары етіп тағайындауды ойлап жүрмін. Лиз бұл оның Куртты көпшілік алдына шығару үшін қолданатын айласы екенін түсінеді. Сондықтан оны бәрі біледі. Сондықтан ол бұл мәселе бойынша өз бетімше шешім қабылдай алмаймын дейді. Ол оны ұятқа қалдырып, бір түрлі, бірақ сіз мұнда шебер қолөнершінің өкілі ретінде келдіңіз, дейді. Осылайша, бұл шебер қолөнерші көптеген адамдарды құтқарғанын айтпағанда, сізде келісімдер жасауға барлық өкілеттіктеріңіз бар деп болжануда. Сондықтан рыцарьлар оның қаланың губернаторы болуына қарсы болатынына күмәнім бар. Лиз Рейттің реакциясына алаңдайды және ол шынымен де оны таңғалдырады. Және егер ол біздің вице-президентіміз болса, әрине, ешқайсымыз қарсы болмайтынымызды айтады. Ханшайымның реакциясы бас тарту. Текон оны тағы да ұятқа қалдырып, сіз бұл жерде жеке кемшілік бар деп айтқыңыз келе ме? Бұл шебер қолөнерші Лиз ашуланып, бұл елде немесе бүкіл әлемде ол сияқты дарынды ешкім жоқ екенін айтады. Және ол мұның бәрін құртып жібергенін түсінеді. Ал Текон оның жауабын оның қала депутаты болатынына келісім ретінде қабылдайды. Содан кейін Лиз барып, не болғанын айтып береді. Сонда олар әрі қарай не істеу керектігін шеше алады. Ал Эулиша одан, біз шебер қолөнерші болып көрінетін адамды таба аламыз ба, деп сұрайды. Лиз бұл қиын болар еді деп жауап береді. Өйткені біз мұны істеу үшін қажетті білімі бар ешкімді таба алмаймыз. Айтпақшы, мұндағы барлық рыцарьлар оның кім екенін біледі және Курттың орнын басатын ешкім жоқ. Өйткені ол әлемдегі ең ұлы адам. Ол Эулишадан оның қазір қайда екенін сұрайды ма? Оның айтуынша, олар ауылдан сыйлық ретінде алған жұмыртқалардың бірі жұмыртқадан шыққалы жатыр. Сондықтан Курт оған қамқорлық жасайды. Екінші жағынан, Мимика осы есептер мен жұмыстардың барлығынан қатты шаршады. Сондықтан Офелия, мен Тристанның боланда өлі табылғанын естідім, дейді. Мимико, менің ойымша, ол өлтірілді. Өйткені басқа біреу өлді және оның жаны жын шақыру үшін сатылды, деп жауап береді. Жын патшасы. Сондықтан Камал оны күнәға айналдыру үшін өлтіргені сөзсіз. Офелия одан, олар Марвиске не істеді, деп сұрайды. Ал Мимико, мен оны өлтірген жоқпын. Өйткені Курт оған қонаққа барғандай әрекет етті, деп жауап береді. Офелия бір хабарда Курттың қала басшысының орынбасары болып тағайындалғанын айтады. Мимико ашуланады. Өйткені ол да бұл мәселемен айналысуы керек және жұмыртқаның шыққаны туралы тағы бір хабарлама алады. Сонымен бірге Курт Улиске қоңырау шалады. Өйткені жұмыртқадан шыққан және құстың орнына шамамен 3 жасар кішкентай қыздың шығып жатқаны таң қалдырады. Қыз Куртқа әке деп еркелетіп айтады. Бәрі таң қалады. Джулиша қатты ренжіп, Куртқа, сіз адам баласының жұмыртқадан туылмайтынын түсінесіз. Сондықтан, ең болмағанда, бұл қыздың қалыпты емес екенін білуіңіз керек, дейді. Ол иә деп жауап береді. Ал ол одан қызды беруін сұрайды. Ол одан сұрайды. Егер мен саған берсем, оған не болады? Ал Юлиша, мен оны өлтіремін, деп жауап береді. Курт оны тоқтатады. Бірақ ол қызды одан күшпен тартып алады. Курт Юлиштің қолынан ұстап, мен бұл кішкентай қыздың құбыжық екеніне сене алмаймын, дейді. Мен ол үшін жауапкершілікті өз мойныма аламын. Мен оны тәрбиелеуге рұқсат етіңіз. Бірақ Лиз өз шешімін ұстануға тырысады және оның сөздерінің оған әсер етуіне жол бермейді. Және ол оны жеңе аламын деп ойлайды. Бірақ қыздың айтқан мама сөзі оны шатастырады. Юлиша шошып, өзін Курттың әйелі ретінде елестетеді. Және бұл шынымен де олардың қызы. Сондықтан Лиз қызды шын мәнінде оның анасы деп ойламау үшін оны тез арада тартып алады. Содан кейін қыз Лизге, анашым, дейді де, оның қаншалықты сүйкімді екеніне қарап, Лиз оны тастап кетеді. Сенна оны тез көтеріп алады. Ал қыз оған, әпке, дейді. Кен Юлишаға жақындап, біз Сакура қызды бағып, оны сол қалпында өсіреміз, дейді. Жақсы қыз және бәрі онымен келіседі. Қыздың күлкісі Юлишаны басып қалды. Сондықтан ол жоқ деп айта алмайды және оның қалуына рұқсат беруді шешеді. Осыдан кейін олар оның есімін ойлап таба бастайды. Лиз енді оны өзінің және Курттың қызы деп санайды. Сондықтан ол өзінің есімінің бір бөлігін қыздың есіміне қосуды ұйғарды. Юлиша қызғанып, Курттың есімінен жасалған есімді ұсынады. Есіміңді, оның атын және Лиздің атын айт. Лиз бас тартады. Содан кейін қыз оянып, олардың дауласып жатқанын көреді. Сондықтан олар оны көргенде қайтадан татуласады. Курт қыздың барлығын тыныштандырып, қуантып жатқанын байқайды. Сондықтан мен оны Кари деп атаймын. Бұл жер бедері дегенді білдіреді. Және ол оның 3 нүктені байланыстыратын нүкте екенін білдіреді. Мен және Лиз және Юлиша қыз өз атынан шынымен бақытты. Түнде Мимиконың ізбасарларының арасынан бетперде киген әйел Акариді қолында ұстап ұйықтап жатқанда Юлишаға жасырынып кіреді. Юлиша оған Акаридің бір тал шашы мен сілекейін беріп, оған Мимикоға бер. Сонда біз бұл қыздың шын мәнінде кім екенін біле аламыз, дейді. Келесі күні Курт Акариге өте үлкен балалар бөлмесін салып жатыр және ол оған көптеген ойыншықтар, сырғанақ пен бассейн, әткеншек жасап жатыр. Сенна онымен ойнап жүр. Ал Акари оны шынымен жақсы көреді. Юлиша өзіне бұл бөлме түрме Акари үшін екенін айтады. Оның терезелері жоқ және барлық жағынан жабық, сондықтан оны ішінен ашу мүмкін емес. Мен сені осындай бөлме салуға мәжбүрлегенім үшін кешірім сұраймын. Міне, Курт. Біраз уақыттан кейін Юлиша мен Курт қоштасады. Ал Акари олармен бірге барғысы келетінін айтады. Курт оған біздің аяқтауымыз керек, жұмысымыз бар екенін айтады. Сондықтан біз қайтып келгенше қызды күзетіңіз. Ол келіседі. Жолда келе жатып
Илиша Курттың ренжігенін байқап, оған миссиямызды тез аяқтап, Акаримен ойнауға оралайық, дейді. Біз қалағанымызша, кенет олар күймеден Каридің даусын естиді. Сондықтан Курт тоқтап, шығып кетті. Олар қасындағы Кариді көргенде шошып кетті. Олар одан, мұнда қалай келдің, деп сұрайды. Ол, мен секіріп түсіп, осында қалдым, деп жауап береді. Курт оның бөлмесінде бос орын бар деп ойлайды, және ол сол жерден шығып кеткен болуы мүмкін. Мимиконың ізбасарларының бірі пайда болып, келбетін өзгертеді. Қарапайым әйелге, Улис Куртқа қалғандары ол үшін алаңдау керек екенін айтады. Сондықтан мен әйелден қалаға хабарлама жіберуін сұраймын. Өйткені ол басқа жаққа кетіп бара жатыр. Курт Улистің әйелдің қалаға қарай бет алғанын бір қарағанда қаншалықты керемет түсінетіні туралы ойлайды. Содан кейін ол өзінің қандай эгоист екенін және оны әрқашан қалай қиыншылыққа душар ететінін ойлайды. Ал ол мұны қалайды. Барлығын қорғау үшін Акариден құтылыңыз. Ол жылай бастайды. Өйткені егер ол қателессе, ол бәріне қауіп төндіреді. Эолиша қайтып келіп, оған шешімімізде қателеспегенімізді айтады. Кенет бір қария келіп, сенің келгеніңе қуаныштымын дейді. Сен жын патшасын жеңіп, әлемді құтқаруың керек. Оған Курт, әрине, мен мұны істеймін деп жауап береді. Мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын, ал Акури, мен де күресемін дейді. Эолиша шиеленісіп, оларға, жоқ, бұл біз келіскен жұмыс емес, дейді. Сосын қарттың жеңгесі келіп, айтқан сөзі үшін кешірім сұрап, жай ғана қалжыңдағанын айтады. Ол Курт пен Эолиша үйленді, ал Акури олардың қызы деп ойлайды. Екеуі де шошып кетті. Ал Акури олардың анасы мен әкесі екенін растады. Бұл Эолишаның қызарып, үнсіз қалуына себеп болды. Сондықтан Курт тақырыпты өзгертіп, біз сізге қандай жұмыс үшін керекпіз, деп сұрады. Ол жануарлардың біраз уақыттан бері тамақтарын жемейтінін түсіндірді. Курт оларға қарап, соңғы кездері ауа райының ыстық болғаны сонша, олар аптап ыстықтан зардап шегетінін айтты. Ол оған, мен оларға ыстықты басатын тамақ әкелемін, деді. Бұл стресс. Ол қатты қуанып, қайын атасымен серуендеуге бару керектігін айтты, және ол қайтып келгенше бұл мәселені шешуін өтінді. Ол кеткеннен кейін Курт Улистің әлі де сол жерде тұрғанын көрді. Ол Курт екеуі үйленді деген ойға әбден таңғалды. Курт жануарларға тамақ дайындауға барады. Ал Джулиша әлі де Курттың жасы мен бойының айырмашылығына қарамастан, оны әйелі ретінде көретіні туралы ойлайды. Ол өзінің Ли сияқты әрекет ете бастағанын түсінеді, және шынымен ашулана бастайды. Содан кейін тынышталып, өзіне, менде жаман сезім жоқ дейді. Курт плюс, мен оны қорғауым керек, жалғыз адаммын, бірақ неге жүрегім ауырады. Осы уақытта Курт тапсырманы аяқтап, жануарлар тамақтанып, күштерін қалпына келтіре бастайды. Кенет олардың үстінде айдаһар пайда болып, Куртқа қарай бет алды. Улисия тез жүгіріп келіп, қылышын суырып алып, Куртқа шетке шығуды бұйырады. Бірақ Курт оны тоқтатады. Өйткені ол айдаһардың өзі дайындаған тағамды жегісі келетінін байқады. Айдаһар қонып, жей бастайды, және ол оны шынымен жақсы көреді. Курт Эолишаның абдырап қалғанын көріп, оған, иә, сен қаладансың, сондықтан ауылда айдаһарлардың жиі келіп тамақ сұрайтынын білмейсің, дейді. Кенет Эолиша қанның иісін сезді. Ол ізімен жүріп, Момоканың елестерінің бірінің денесін тапты. Ол жақындаған кезде, ол Куртты қорғауға жауапты адам екенін түсінді. Ол ағаштардың арасында қозғалысты сезіп, қаруын суырып алды да, жау пайда болды. Олар төбелесіп қалды. Ал Курт қылыштардың шырылдағанын естіп, не болып жатқанын тексеруге кетті. Эолиша оған курьерді алып қашып кет дейді. Жау пайда болады. Бір түрлі көрінетін, құбыжыққа ұқсайтын әйел және ашуланып, олардан баланы беруді талап етеді. Эолиша оған тез жүгір деп айтады. Бірақ Курт қозғалудан бас тартады. Айдаһар оны алып, қорғау үшін ұшып кетеді. Эолиша айдаһарды қауіпті жануарлар деп санаса да, оны қолға үйрете алғанына таңғалды. Жау оған тез шабуыл жасайды. Ал Эолиша оның өте күшті екенін түсінеді. Ол Эолишаның асқазанынан теуіп, оны жерге құлатып, оған ашуға толы көздермен барады. Эолиша оны жерде жатқан шанышқымен тесіп, артқа шегінеді. Содан кейін, сен баланы бер дегенде, сен кішкентай айдаһарды айттың ба, деп сұрайды, деп жауап береді. Әйел, бұл саған көмектеспейтінін біліп, өйткені сен өлесің, деп ашуланып, Эолишаға шабуыл жасап, оны құлатып, қылышын суырып алып, ішін кесіп тастайды. Улис ауырып құлап жатыр. Ал жау жақындай түсуде. Улис оған сиқырлы кристалды тез лақтырады. Ал әйел оны сындырғанда, ол оның үстіне жарылып кетеді. Кенеттен ол мүйізі шығып тұрған жерден пайда болады. Ал Улис оның жын екенін түсінгенде есінен танып қалады. Ол шошып кетті. Өйткені мүйізі бар бірде-бір жын пайда болған жоқ. Жынның айтуынша, мұндай терең жара күтпеген жерден пайда болды. Тіпті сен менің трансформация сиқырымды да жойдың. Сондықтан сен жын патшасын жеңе алдың. Эолиша жын патшасымен не болғанын білетініне таңғалады, және ол жын патшасына қалаға шабуыл жасамас бұрын да оларды бақылап тұрған болуы керек, және ол ойлаған бала айдаһар емес деп санайды. Ол енді қаруы жоқ екенін түсініп, Курттың қалаға оралғанына үміттенеді. Кенеттен Курт айдаһармен бірге пайда болып, арқасынан құлап, ағашқа қонды. Ол одан неге оның осында екенін сұрайды. Қашудан бас тартқаны анық. Ол өзімен бірге тамақтандырған жануарларын ертіп келді. Олар бірге мінеді. Ол Акури туралы сұрайды. Ол оны қауіпсіз жерде күтіп тұрғанын айтады. Ол әзіл қалжыңмен сұрайды. Егер сіздің ауылда айдаһарға мінген адамдар өздерінен әлдеқайда күшті адаммен төбелесе, бұл қалыпты жағдай ма? Ол, әрине, жоқ дейді. Мен мұндай тәуекелге бірінші рет баруым. Ер адам өзіне қымбат әйелді қорғау үшін жиі абайсызда әрекет жасамайды, деп ойлайды ол іштей. Мен Курттың қымбат әйелді дос немесе одақтас ретінде білдіретінін білемін. Мен мұны білемін. Сондықтан мен неге бір уақытта қайғы мен қуанышты сезінемін, және неге мен әрқашан Лиздің қатысуымен жасайтын барлық істері туралы ойлаймын. Жүрегім ауырған сайын мен Куртты жақсы көретінімді мойындауым керек. Кенет оларға от шары тиіп,
жерге құлап түседі. Жын оның қолына тағы бір от шарын атып жібереді. Юлиша Курттың қанжарын алып, Курт ешқашан берілмейді және мені құтқару үшін өз өмірін қатерге тігеді деп ойлады. Ал жын оған отты шарды атып жібереді. Юлиша оны екіге бөлу үшін өзінің сиқырын қолдануға тырысады, бірақ ол сәтсіздікке ұшырайды. Ал жын оны қайтадан шарға айналдырады. Содан кейін шок басталады. Юлиша оның үстінде темекі шегіп тұрғанын көреді. Жын шошып кетеді, шабуылын тоқтатады. Ал от шары жоғалады. Юлиша оның ойында болған баланың Акури екенін түсінеді. Бір қызығы, жынның аузынан қан ағып, ол тез кетіп қалады. Осыдан кейін бірден Юлиша есінен танып қалады. Курт оған дәрі беріп, өзін жақсы сезінеді. Ол абдырап қалған Акуриден: "Сен менің басыма қалай құлап қалдың?" деп сұрайды. Курт оның құлап қалмағанын айтады. Ол телепортацияны пайдаланғандай кенеттен пайда болды. Юлиша лездік телепортация сиқырын барлық сиқыршылар жасаудың жолын іздейтін нәрсе деп ойлайды. Бірақ егер біреуде телепорт кристаллы болса, олар оны кристалдарын қалдырған жеріне телепортациялау үшін пайдалана алады. Бірақ Акури онсыз телепортация жасады. Сондықтан ол одан тағы да дәл осылай секіруін өтінді. Ал Акури мен секіре алмайтынымды айтты. Содан кейін Курт жануарлардың от шарынан зардап шеккенін және олардан көмек сұраған әйелдің ренжігенін байқады. Сондықтан ол оларды тез емдеп қораға қайтарды. Әйел шынымен бақытты болып Юлишаға алғысын білдіреді. Содан кейін Курт туралы сұрайды. Осы кезде Курт Айдахардың үстінде отырады. Ал Айдахар оған бірдеңе айтып береді. Курт бәрін түсініп, "Мені тезірек сол жерге апар" дейді. Күн батқан кезде Юлиша мен Акари далаға шығады. Ал Акари одан: "Жақсысың ба?" деп сұрайды. Ол "Иә" деп жауап береді. "Мен Курт екеуіңнің аман есен болғаныңа қуаныштымын." Ол жынның отты шарды қалай жойғанын есіне алып, Акариден сұрайды: "Сен жынға от сиқырын жасадың ба?" Акари "Олай емес" дейді және жынның отты шарды Акаридің кесірінен жойғанын растайды. Кенет Курт ес-түссіз жатқан жынның қасына, оның алдына қонды. Ол оған Айдахардың бұл жерді көрсеткенін айтады. Сондықтан ол тексеруге барып, оның қатты қансырап жатқанын және ес-түссіз жатқанын анықтады. Сондықтан ол оны емдеуге шешім қабылдады. Жын оянғанда ол: "Сен ақымақсың ба? Жауларыңа мейірімділік танытып өлесің." Ол оған: "Менің ойымша, егер сенің сиқырың оларға тиіп кетсе, Юлиша мен Акури өлетін еді. Бірақ сен оны жойдың. Бұл мен үшін сені құтқаруға жеткілікті себеп болды" деді. Ол оған дәрі-дәрмекті лақтырып жіберді де: "Ішпесең өлесің" деді. Ол оны ішкен кезде өзін әлсіз сезінді. Сондықтан ол: "Кешіріңіз, бірақ мен қорқақпын және әлсізмін" деді. "Сондықтан мен дәрі-дәрмекке седативті дәрі қостым. Сіз шамамен 3 күн ұйықтайтын шығарсыз. Әдетте Айдахар өлтіруші Айдахарларды өлтіреді. Бірақ мен сізге бұған жол бермеймін." Сонда Курт оның не айтып тұрғанын түсініп, "Сен Хайльгарттан басқасың" деп айта ма деп ойлайды. Жын бұл есімнен шошып, бірдеңе айтқысы келеді, бірақ есінен танып қалады. Күн батқан кезде олар шеберханаға қайта оралып, біреудің үйден шығып амандасып жатқанын көреді. Юлиша мен Курт таңғалады. Ал Лиз оларға бұл біздің суретшілер студиясының шебері екенін айтады және оларды суретші шебері қарсы алады. Ол оның есімі Ракота екенін айтады. Сондықтан Курт оған оңай сенеді және амандасады. Ракота оған осы керемет суретшілер студиясын салғаны үшін алғыс айтады. Бірақ Юлиша өзін шебер қолөнерші бола алмаймын деп ойлайды. Ол Куртқа оларға тез тамақ әзірле деп айтады. Ал Сенада кетіп қалады. Ол сөйлей алмай тұрып, Рикота кенеттен оның қасында болды. Сондықтан ол оны тепкілеп, аяғы оның денесінен өтіп кетті. Ол Лиздің бұл жалған кейіпкерді Курт берген қылыштың көмегімен жасағанын түсінеді. Ол Лизге бұл әзілмен шектен шығып кеткенін айтады және қылыш тіпті жоқ адамның елесін жасай алатынына таңғалады. Лиз күліп, оның осында екенін айтады. Бұл адам 20 жасында оны қалай елестеткеніне сәйкес қышқыл сүтке ұқсайды. Иллюзия жоғалып кетеді және Мимикодан 3 күннен кейін келіп, оларға Акариге қатысты тергеу нәтижелері туралы хабарлайтыны туралы хабарлама келеді. 3 күннен кейін Мимико келіп, оларға: "Біздің зерттеуіміздің нәтижесі мынада, біз ештеңе білмейміз" дейді. Олардың бәрі шошып кетті. Ал Юлиша оған: "Сен жай ғана білмеймін деп айта алмайсың" дейді. Мимико Макариден алған шашы мен сілекейіне талдау жасағаннан кейін олардың адам үлгілерімен бірдей екенін түсіндірді. Бірақ бір қызығы, оның тырнақтарынан сиқырлы кристалдарға ұқсайтын заттың әлсіз іздері табылды. Атап айтқанда, Лезде телепортацияға арналған сиқырлы кристалдар бұл адамдарда болуы мүмкін емес нәрсе. Ол оларға жазбаларға сәйкес Лезде телепортация сиқыры бұрыннан бар екенін, бірақ қазір бұл ешкім пайдалана алмайтын жоғалған сиқыр екенін айтады. Курт одан сұрайды: "Сондықтан Кари шынымен құбыжық па?" Ол: "Мұны біз де білмейміз" деп жауап береді. Ол адамға ұқсайды, адам сияқты сөйлейді, адам сияқты тамақтанады, бірақ ол адам емес. "Мен мұндай тіршілік иесінің шеберханада болғанына қатты қорқамын. Менің ойымша, оның Лезде телепортацияны пайдалануына жол бермеу және оны шеберханада, зерттеу зертханасында ұстау үшін қарғыс мөрін қолданған дұрыс." Курт бас тартып, одан: "Менен қорқасың ба?" деп сұрайды. Ол: "Жоқ" деп жауап береді. Ол одан бұл туралы сұрайды: "Бұл менің саған шабуыл жасамайтынымды білгендіктен бе?" Ол: "Иә, өйткені мен сенің менің досым екеніңді білемін және саған сенемін" дейді. Ол оған менің бас тартуымның себебі де осы екенін айтады. Оның адам болған болмағаны маңызды емес. Акари мейірімді. Мен онымен бірге болған кезде менде ешқандай қорқыныш пен үрей болған жоқ. Сондықтан ол осында қалады. Мен оны ешкімнің алып кетуіне жол бермеймін." Юлиша онымен келіседі және Акаридің бір кездері олардың өмірін сақтап қалғанын қосады. Және ол Мимикоға: "Сен оның құбыжық екенін дәлелдемегендіктен, кем дегенде ол бізге жау емес" дейді. Мимико келіседі. Осыдан кейін олар өздеріне шабуыл жасаған Айдахар аңшысының тақырыбын қозғайды. Курт оған төмендегі қоймада екенін айтады. Ал Мимико төменге түспес бұрын Курт оны түрмеге апармауын өтінеді. Мимико жынға түседі. Қыз іштей ойланып,
кешіріңіз, Курт, бірақ ол жын және бізге жау, деді. Оны түрмеден де ауыр тағдыр күтіп тұрғаны сөзсіз. Ол оны ояту үшін жын әкеліп, қалайсың, деп сұрайды. Жын, жауынгер қажет кезде ғана сөйлейді, деп жауап береді. Мимико, мен бәрін түсіндім. Сондықтан сен жын жауынгерсің, және сен осылай сөйлейсің. Өйткені бұл сенің жауынгер мінезіңнің бір бөлігі. Өйткені сен туғаннан бері осылай айтатынсың. Кенеттен жын от сиқырын қолданды, бірақ оның әсері болмады. Мимика оған мұның пайдасыз екенін айтады. Өйткені бұл бөлменің айналасында сиқырлы тосқауыл бар, және одан сыртта одақтастарыңыз бар ма деп сұрайды. Жын жеңілген адам жеңімпазға бағынады. Ал сен мені жеңген адам емессің, деп жауап береді. Мен тек Куртты тыңдаймын. Олар Куртты оған апарады. Ол одан қалайсың, деп сұрайды. Деп жауап береді ол. Менің байланған қолдарымнан басқа ешқандай проблема жоқ. Және ол кешірім сұрайды. Өйткені олар әңгіме біткенше оны шешпеуін өтінді. Жын одан, сен Хильдегардтың атын атадың ғой, солай ма, деп сұрайды. Ол, иә, мен де ол туралы көбірек білгім келеді, деп жауап береді. Юлша одан, бұл кім, деп сұрайды. Және ол біздің ауылға жиі келетін саудагердің қызы еді. Оның мүйізі осы жын сияқты еді. Сондықтан мен олар бір-бірін танитын шығар деп ойладым, деп жауап береді. Басқа, жын одан Гриффиннің елтаңбасы бар ма деп сұрайды. Ол есіне түсіруге тырысады. Содан кейін ол иә деп жауап береді. Ал ол шошып, мен оны құтқарғым келеді, дейді. Ол одан, не айтқың келеді, деп сұрайды. Ол, Хейлгард, магнат Маргрифтің сарайында тұтқында отыр, деп жауап береді. Олардың бәрі шошып кетті. Ал Курт ренжіп, Юлшаға, біз оны құтқаруымыз керек, дейді. Бірақ ол оның шындықты айтып тұрғанына сенімді емес екенімізді айтып, оны жұбатады. Ол сенің сұрақтарыңмен бірге ойнап жүрген сияқты. Содан кейін ол жыннан, егер сен оны құтқарғың келсе, неге Кариді мақсат етіп қойдың, деп сұрайды. Жын, мен Марграваның мақсаттарын анықтап жатырмын, деп жауап береді. Марграф сізді бақылап тұрды. Содан кейін мен сіздің арбаңызда күтпеген жерден пайда болған қызды көрдім. Оның күшімен мен Хильдегардты құтқара алар едім. Юлша оған әлі де сенбейді, және ол оларды алдап жатқанын айтады. Жын оларға, менің кулоныма қара, дейді. Ал Курт оны көрген бойда таң қалып, бұл Хильдегард, дейді. Жын оған оны өзіне бергенін айтады, және ол Юлшамен соғысып жатқанда ол отты шарды тоқтатты. Өйткені ол оның қолындағы елтаңбаны Юлшаның қанжарын көрді. Курт оған бұл қанжарларды мен де Хильдегардадан алғанымды айтады. Мимика олардың Хильдегардты құтқару үшін баруы керек деп келіседі. Бірақ бір шартпен, жын осында қалуы керек. Егер ол қашуға тырысса, олар Хильдегардты құтқара алмайды. Курт одан мойынсұнуын сұрайды, және оны құтқарамыз деп уәде береді. Ол оған, менің атым Соуфлер, дейді. Кенет олардың алдынан лезде телепортация арқылы Акари шығып, кешіріңіз, мен қайтадан секіріп, осында қалдым, дейді. Содан кейін Мимика оларға Маргрейв сарайының картасын көрсетіп, Маргрейв магнатының 47 жаста екенін хабарлайды. Оның әйелі Фарнард 10 жыл бұрын үлкен қызы Фома дүниеге келгеннен кейін қайтыс болды. Фомел өткен жылы ауруына байланысты қайтыс болды деп айтылды. Құлыпта тек Марграваның кіруіне рұқсат етілген бір ғана бөлме бар. Бірақ біз оның осы бөлмеге өзімен бірге тамақ алып бара жатқанын көрдік. Соуфлер оған бөлменің құлыптаулы екенін айтады. Мен оны аша алмадым, деп жауап береді Мимико. Елестер де оны аша алмады. Олар тіпті тәжірибелі қазына іздеушіге де оны ашу үшін уақыт қажет екенін айтты. Лиз оларға, егер біз оны аша алмасақ, оны бізге ашуға мәжбүрлейік, дейді. Біз елес ұры жасап, оны сол бөлмеге жібереміз. Ол сиқырды қолданып, қабырғалардан өтіп бара жатқанда етіп көрсетіңіз. Маргрейвтің есікті ашудан басқа амалы қалмайды. Ол оларға келесі аптада 3 күндік фестиваль болатынын. Сондықтан олар туризмді сылтауратып, сол жерге баратынын және суретшінің студиясының жалған қожайыны Маргрейвпен кездесетінін айтты. Юлшия одан, Курт, не істеуіміз керек, деп сұрайды. Біз оны бұл жерде жынмен жалғыз қалдыра алмаймыз. Ол, біз оны өзімізбен бірге алып кетеміз. Мен оған жергілікті нарықты зерттеу үшін баратынымызды түсіндіремін. Қандай өнімдердің танымал екенін және оларды қалай сатып алуға болатынын түсіну үшін олардың сапасы. Біз дұрыс мүмкіндікті тапқан кезде, сарбаздар таусылғанда және бұл фестивальдің 3-ші күні болғанда, біз Хильдегардты құтқаруға барамыз. Бір аптадан кейін олар жолға шығады. Ал күймеде Курт Ракатадан оларды Хильдегардпен әңгімеге тартқаны үшін кешірім сұрайды. Раката, әрине, уайымдама, деп жауап береді. Егер дворяндардың бірі әйелді ұрлап, түрмеге қамап қойса, мен оған мұны істеуге рұқсат бере алмаймын, өйткені ол корольдік отбасының мүшесі. Курт есеңгіреп қалды. Ал Лиз оның айтпауы керек нәрсені айту иллюзиясын тудырғанын байқады. Бірақ ол Рикотоны маған рұқсат етіңіз деп айту арқылы жағдайды сақтап қалды. Мұны арамызда құпия ұстайық. Ал Курт оңай келіседі. Түнде олар қалаға келеді. Ал Рикото кешірім сұрайды, өйткені оның маңызды істері бар. Юлшия Курттан ертең Лиз мен Акариге қамқор болуын сұрайды. Сондықтан ол одан, не істейсің, деп сұрайды. Ол, мен магнат Маргрейвтің ісін тергеуім керек, деп жауап береді. Ол оған айтпас бұрын, мен саған көмектесуім керек, дейді Лиз. Біз алмаймыз. Ертең біз фестивальге нарықты зерттеу үшін барамыз. Сонымен қатар, Акари, ол фестивальді әкесімен бірге көргісі келеді. Сондықтан Курт Акари үшін келіседі. Шынында да, келесі күні олар фестивальге бірге барады және шынымен де уақыттарын жақсы өткізеді. Олар сирек кездесетін жемістерді сатып алып, оны жейді. Содан кейін Лиз Куртқа, мен сенің шытырман оқиғаны іздеуші кезіңде бүкіл елімізді аралағаныңды естідім. Сондықтан сен көптеген фестивальдерді көрген шығарсың. Солай емес пе? Деп жауап береді ол. Иә, бірақ мен әрқашан экипаждың құрал-жабдықтарын күтіп ұстаумен және экипажымызды қорада күзетумен айналыстым. Лиз оған жаны ашиды. Ол оған, уайымдама, бәрібір үй шаруасына жауапты адамның үй шаруасымен айналысса да, мерекеден ләззат алуы қалыпты жағдай емес, дейді. Бірақ мен әрқашан мұны істей алатынымды қалайтынмын. Сондықтан мен қазір Қызылшадан мүмкіндігінше ләззат алғым келеді. Лиз оның қолынан ұстап, жоғалған уақыттың орнын толтыру үшін бүгін үшеуміз бірге ләззат алатынымызды айтады. Содан кейін олар конкурс ұйымдастырып жатқан сатушыға барады. Егер біреу бұршақты сөмкеге салса және оның салмағы басқа таразыдағы салмаққа сәйкес келсе,
ол 10 келі бұршақты тегін ұтып алады. Курт оны сынап көрді және сәтті болды. Ал сатушы оларға мұны бірінші рет жасап жатқанын айтып шошып кетті. Олар фестивальдегі күндерін барлық қолжетімді ойындарды ойнаумен жалғастыруда. Осыдан кейін Лиз Куртқа көпшіліктен үзіліс алғысы келетінін айтады және олар тыныш саябаққа барады деп ойлайды ол іштей. Мен қазір Куртқа деген сүйіспеншілігімді мойындауға тамаша көңіл күйдемін. Және әрине, ол қазір бақытты. Сондықтан мен ол одан да бақытты болады. Бірақ ол оған жақындағанда оның қатты ренжігеніне таңғалады. Ол алға қарап, магнат Маргрейвтің сарайын көреді. Ал Курт оған шарасыздықпен қарайды. Ол одан: "Сен Хайльгард үшін алаңдайсың ба?" деп сұрайды. Ол оған: "Жоқ, олардың бәрі маған оны құтқарамыз" деп уәде берді. Сондықтан мен оларға сенуім керек, уайымдамауым керек. Бірақ шындық мынада: менің қолымнан ештеңе келмейтіні маған ауыр тиеді. Ол оны қарғыстан құтқарғанын, керемет шеберхана салғанын және ең бастысы, олардың бәрі жақсы көретін тағамды дайындап жатқанын еске салады. Ол үмітсіз жауап береді: "Бұл менің мұнда жалғыз болғаным үшін ғана. Мұның бәрін менің орнымдағы кез келген адам оңай жасай алады." Кенет Лиз оған: "Мен сені жақсы көремін. Бұл маған ғана қатысты емес", деді. Юльшия, Акари және басқаларда: "Біз сені бәріміз жақсы көреміз." Курт оның сөздерінен шошып кетті де, ол сөзін жалғастырды: "Мен Ракатоның корольдік отбасының мүшесі ретінде Хильдегардты құтқару оның міндеті екенін айтқанын білемін. Бірақ бұл маңызды емес. Өйткені біз бәріміз сені жақсы көреміз және біз саған көмектескіміз келеді. Сондықтан біз сені құтқарамыз. Хильдегард, бұл біздің шеберханадағы жұмысымыз болғандықтан емес." Курт жылай бастайды және оған: "Мен де сендердің барлығыңды жақсы көремін. Сондықтан мен әрқашан пайдалы болғым келеді", дейді. "Мен саған пайдалы болғым келеді", деп жауап береді ол. Сонда бір-бірімізді жақсы көретін адамдар ретінде біз бәріміз жұмыс істеп, жетіспейтін бөліктерімізді шешіп, бір-бірімізді толықтыруымыз керек. Келесі күні Элисия Курттан шайқаста жойылғанның орнына қылыш жасауды сұрағанын есіне алды. Сондықтан ол онымен бірге үңгірге барды және олар қылыш жасалған металды жинады. Осыдан кейін олар оның құралдарын пайдалану үшін темір ұстасына барды. Ал темір ұстасы Курттың кішкентай кастрөлді пайдаланып жатқанын көргенде, ол оны мазақ етіп: "Осындай кішкентай кастрөлді металды балқыту арқылы қылышты қалай соғасың?" деді. Бірақ содан кейін ол қылыштың өте өткір және шеберлікпен жасалғанын көріп шошып кетті. Сондықтан ол оларға ұсталықпен айналысуға жеткілікті шебер емес екенін айтты және өзін жетілдіру үшін сапарға шықты. Бұл оның өзі. Содан кейін Курт өзінің де отқа оранғанын және ұсталық шеберлігін шыңдау керектігін айтты. Содан кейін оған қылышты ұнатқанына қуанышты екенін айтты. Ал Эулиция: "Рахмет", деді. "Мен оны қатты бағалаймын." Осыдан кейін Эулиция Куртпен бірге олар жоспарлағандай нарықты зерттеуге бармақшы болды. Олар кездескен кезде ол: "Акари әлі оянған жоқ па?" деп сұрады. Ол кеше оның қатты толқығанын айтты. Ол фестивальде болды және ол шаршады. Сондықтан біз оған бүгін демалуға мүмкіндік береміз. Ал Эулиция Куртпен жалғыз қалғанына қуанып, іштей: "Мен Лиздің онымен қайда кеткенін білмеймін. Бірақ мен шытырман оқиғалы адаммын және мен бұл қаладағы көптеген оңаша жерлерді білемін" деп ойлады. "Мен оған Лиз екеуміздің айырмашылығымызды көрсетемін." Кенет олар айғайлаған дауысты естіп, дүкенді қиратып жатқан бұзақыларды көрді. Сондықтан Эулиция араласпауға шешім қабылдады. "Мен қорқамын", өйткені ол күнін Куртпен тыныш өткізгісі келді. Бірақ ол артына қараса, Курт жоқ болып кетті де оларды саудагер мен оның қызынан алыстатпақ болған қарақшылардың қасына барды. Ол олардан: "Неге бұлай істеп жатырсың?" деп сұрады. Олар: "Ол кісінің жиіркенішті торттары бар. Сондықтан біз оларды ешкім одан сатып алмас үшін жойып жібердік", деп жауап берді. Курт ашуланып, тортты алып, оны сатушыға төлеп, дәмін татып көрді. Содан кейін ол оған қатты ұнады және оның шеберлігі мен ингредиенттерін мақтады. Қарақшылардың бірі оны шегінуге итермеледі. Сондықтан Эулиция кіріп, оның қолөнершілердің бірі екенін айтты. Олар қорқып кетті, өйткені қолөнер шеберханаларында дворяндар көп болады және бұл оларды осында әкелуі мүмкін. Олар қиындыққа тап болды. Сондықтан бастығы үрейленіп қашып кетті. Саудагер Курт пен Эулицияға алғысын білдірді. Ал Курт ер адамның сүйектері сынғанын байқады. Сондықтан Эулиция оған үйдегі дәрі-дәрмектің біразын беріп, онымен күресуге көмектесуге тырысты. Бірақ Курт жоқ. Оған шұғыл түрде аурухана керек екенін айтты. "Бұл мен сияқты үйдегі дәрі-дәрмектен де жақсырақ болар еді." Ол оны қолына алып, ауруханаға жүгірді де Эулицияны жылап жіберді. Өйткені ол Куртпен алғашқы сапарында жалғыз қалды. Содан кейін саудагердің қызы жылай бастады. Ал Эулиция оны жұбатып, жігерлендірді. Кенеттен ол елестердің бірі Эулицияның назарын аудару үшін кактустарды сатып жатқанын көрді. Эулиция бізге келіп, бірдеңе сатып алғысы келетінін айтты. Ал елес оған бұл туралы айтты. "Түсіндің бе? Бүгін түстен кейін көшедегі сатушылар арасында жарыс болады. Бірақ 2 жыл қатарынан жеңіске жетіп келе жатқан Гарджал С мейрамханасына назар аударған жөн. Бірақ биыл бізге алғаш рет дәмді ет тоқаштары бар дүңгіршек қосылды. Сондықтан Гаргил мейрамханасы үлкен қиындыққа тап болды. Мен олармен күресу үшін кейбір бұзақыларды жалдағанын естідім." Эулиция оның Куртпен серуендеуінің дәл осы себепті бұзылғанына таң қалды және ренжіді. Осыдан кейін ол саудагердің қызына қайта оралды және олар бұзақыларды қуып жіберді деген оймен өзін жұбатты. Ал Курт қайтып келгенде, олар серуендеуді жалғастырады. Курт қайтып келгенде, ол қызына жарақатының ауыр екенін, сондықтан ертеңге дейін ауруханада болатынын айтты және дүкен иесі дүкен мен оның қызы үшін қатты алаңдайтынын айтты. Элисия не болатынын алдын ала болжап, іштей ойлады. Жоқ, олай айтпа. Және ол күткендей, мен оған дүкенде көмектесе аламын ба, деді. Мен дүкен иесіне уәде беріп, одан уайымдамауын өтіндім. Ол ашуланды, өйткені мұның бәрі Гаргилдің мейрамханасына байланысты болды. Және оған: "Жарайды, мен де саған көмектесемін", деді. "Және біз оларды міндетті түрде байқауда жеңеміз." Курт таң қалып, "Конкурс деп сұрады ма?" Ал қыз мұңайып, "Сен" деп жауап берді. Элисия:
біз мұны істей алмаймыз. Өйткені қарақшылар біз тоқаштарға қолданатын барлық етті лақтырып жіберді. Сондықтан бірдеңе сату немесе байқауға қатысу мүмкін емес. Элисия оны тыныштандырып, оның қасында екенін айтты. Ол Курттан сұрады: "Сіз басқа ингредиенттермен тез тоқаш жасай аласыз ба?" Ол бұл туралы ойланып: "Иә, мен істей аламын", деді. Сондықтан ол маған мұны үйрете аласың ба деп сұрады. Ал қыз: "Менің атым Луна", деп жауап берді. Ал Элисия оған Курт үйрететінін және олар байқауда жеңіске жететінін уәде етті. Ал әкесі қайтып келгенде, ол оны мақтан тұтады. Содан кейін Элисия Курттан: "Мен қалай көмектесе аламын?" деп сұрады. Ол одан сыртқа шығып, басты көшедегі дүңгіршектен мүмкіндігінше көп кактус сатып алуын өтінді. Содан кейін біздің қонақ үйге барып, кеше жеңіп алған қызыл бұршақтарды әкел. Сен осының бәрін жинап алғанша, мен осында қазып алайын. Ал Элисия таңғалып, оған: "Сен біздің қаланың орталығында екенімізді білесің ғой, солай емес пе?" Ол: "Уайымдама, мен тез қазып аламын", деп жауап берді. Сондықтан ол оған: "Ең болмағанда рұқсат сұра", деді. Осыдан кейін төрешілер келіп, жарыс басталады. Төрешілер баратын бірінші мейрамхана Гаргил және олар оның дәмін татады. Олар оның тоқаштарын шынымен жақсы көрді және біз күткендей Гаргил мейрамханасы қатарынан 3-ші рет жеңіске жететін сияқты. Басқа ешбір мекеменің байқауға қатысуға мүмкіндігі жоқ. Ал мейрамхана иесі: "Мен бұл төрешіге менің жағымда болу үшін ақша төледім", деп іштей күледі. Кенеттен ол адамдардың басқа да дәмді тоқаштар туралы айтып жатқанын естиді. Бұл жаңалық көпшіліктің арасында өте тез таралып, барлығын мақтады. Олар және ол біреудің адамдардан бұл тоқаштардың қайда сатылатынын сұрағанын естиді. Олар оған қамыр тоқаштары деп аталатын дүкен екенін айтады. Гаргилдің иесі шошып кетті. Өйткені ол жалдаған қаскөйлер бұл мекемені қиратып қойған болуы керек. Ол дүкенді тексеруге асығады және ол жерден тауар сатып алып жатқан көптеген адамдарды тауып алады. Курт пен Акури ішінде тұрып сатады. Ал Элисия ас үйде көмектеседі. Ал Луна ғана сатып алады, тоқаш пісіреді. Гаргилдің иесі жанынан өтіп бара жатып, адамдар ыстық бумен рахаттанып отырған джакузиді көреді. Төрешілер бұл туралы естігеннен кейін оқиға орнына келіп, оны сынап көргісі келеді. Сондықтан ол оларды итеріп жіберуге тырысады да, оларға: "Тоқаштардың қара салмасы қандай екенін көрмейсің бе? Бұл қазірдің өзінде жиіркенішті болып көрінеді." Бірақ Луна бір қадам алға жылжуда. Ол тоқаштары бар науаны әкеліп, ингредиенттерді түсіндіріп, дәмін татып көруді сұрайды. Олар қобалжып, одан салманың неге сонша қара екенін сұрайды. Ол оларға бұл біз қайнатып, ағызып жіберген қызыл бұршақ екенін айтады. Және бұл қиыр шығыстан келген рецепт. Судья иіскеп, оның аздап жеміс иісі бар екенін айтады. Луна оларға бұл кактусқа байланысты екенін айтады және ол бәрін есіне алады. Ол Курттың жеміс піскен кезде қантты сіңіретінін, сондықтан оның ішіндегі шырынның ашы екенін айтқанын есіне алады. Бірақ егер сіз жемісті текшелерге кесіп, үстіне су құйып, сығып, қайнатсаңыз, ол тәтті кактус сиропын жасайды. Және ол оларға осы рецепті жасау үшін кактус сиропын қызыл бұршақпен араластырғанын айтады. Оның сөздері оларға қатты әсер етті. Ал Гаргил олардың жанында тұр. Олар шошып кетті. Олар оны сынап көруді шешті және олар оны шынымен жақсы көрді. Гаргил де бұл тағамның дәмін татып көрді және оның қаншалықты дәмді екеніне таңғалды. Ал Элисия олардың қасына келіп, тоқаштарды ұнатқанына қуанышты екенін айтты. Төрешілердің бірі оған тоқаш қамырының үлпілдек және әдемі екенін айтты. Оны дайындаудың сыры неде? Ал Элисия біздің дүкен иесі бұған өте байыпты қарады деп жауап берді. Оның айтуынша, егер сіз қамырды сумен және содамен илеп, содан кейін бумен пісірсеңіз, ол жұмсақ, үлпілдек құрылымға ие болады. Гаргил одан таңдана: "Су мен ас содасы деп сұрайды ма? Мұның бәрін қайдан алдың?" Және ол оған бұл тоқаштардың жер астынан өндірілетін ыстық бұлақтардан бумен пісірілгенін айтады. Сондықтан біз оларды ыстық бұлақ тоқаштары деп атай аламыз, дейді ол оған. Бірақ бұл жерде тіпті ыстық бұлақтарда жоқ. Бұл жай ғана қайнаған су. Ол бүгін біздің дүкеннің қожайыны солардың бірін қазып алды, деп жауап береді. Және ол: "Оның бір күнде мұндай терең шұңқырды қазып алуы мүмкін емес", дейді. Ол оған: "Сен әдетте дұрыс айтасың", деп жауап береді. Бірақ қолөнершінің жұмысшысына да солай айтар ма едің? Ол одан ашуланып сұрайды. Және Маргаританың рұқсатынсыз мұндай шұңқырды қалай қазды? Сен нағыз магнатсың. Ол қарапайым қолөнерші болса да, мұндай қылмысы үшін жазаланады. Сондықтан ол оған бәрі жақсы екенін айтады. Біз үшінші ханшайым Лизелоттың арқасында Марграф магнатынан рұқсат алдық. Ал көктемге келсек, ол бұдан былай қаланың бақылауында болады. Ал Луна бұл жердің демалыс аймағы немесе аяқ ваннасы деп аталатынын қосады. Бұл адамдарға жағымды сезім сыйлайды. Гаргил шошып кетті және оны қорыта алмай, өзі төлеген судьяны ұстап алып, оған: "Не істеу керектігін білесің бе?" Бірақ судья: "Кешіріңіз, мен бұл мекемеге жаман баға бере алмаймын және сіз маған уәде еткен ақшаңызды қаламаймын", деп жауап береді. Осыдан кейін Гаргил дәлізде өзі жіберген бұзақыларды көреді. Сондықтан ол оларға тез жүгіріп келіп, "Жалқаулықты қойып кет", дейді. "Мына дүкенді қират. Сенің бұл үшін қамауға алынғаның маған бәрібір. Мен сені бұл жерден қандай да бір жолмен алып кетемін." Бірақ қарақшылардың жетекшісі қыздың даусымен жауап береді. Және бұл мен елемеуге болмайтын бұйрық екенін айтады. Ал Гаргойл шошып: "Сенің даусыңа не болды?" деп сұрайды. Қарақшылар жоғалып кетті. Ал Лис фантом мүшелерімен бірге пайда болды. Ол оған сенің адамдарың қазірдің өзінде түрмеде екенін айтты. Ал Элисия оның артында пайда болып, оған: "Айтпақшы, мен сенің Марграваны аспазшылармен қамтамасыз етіп жатқаныңды естідім. Мен сені де естідім", дейді. "Мейрамханаңыздағы қалдықтарды қайта пайдаланыңыз. Ең сорақысы, олардың айтуынша, сіз тұтынушыларды қайтару үшін тәуелді заттарды да пайдаланасыз және бұл заңсыз." Ол: "Мұның бәрін қайдан білдің?" деп сұрағысы келетін сияқты. Ол: "Қамалдағы аспаздардың бәрі сенің адамдарың ғой, солай емес пе?" деп жауап береді. Ал Лиз өзіне ұқсайтын иллюзия жасап, сөзін жалғастырады. "Мен бұл форманы алған кезде маған бәрі оңай түсіндірілді. Сондықтан ол қатты ашуланып, пышақ алып, Лизге шабуыл жасау арқылы тағдырмен келісуден бас тартты. Бірақ Елес оны жерге шегелеп тастады. Ал Элисия оған сенің опасыздық жасағаның үшін қамауға алынғаныңды айтты. Ол таң қалды. Ал Лиз оған: "Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз", деді. "Мен Амеро патшалығының 3-ші ханшайымымын. Лиза Лота Амеро". Ол аң-таң болып, Елес оны түрмеге отырғызу үшін алып кетеді. Осыдан кейін Лиз Элизияға: "Күртпен серуендеуіңді аяқтай алмағаныңа өкінемін", дейді. "Мен сенің қонақ үйге жалғыз барғаныңды көргенде таң қалдым.
Ол олай сөйлеме деп жауап берді. Мен Курт пен Лунаны бақытты еткеніме қуаныштымын. Сол түні магнат Марграф Гаргильдің қамауға алынғанын естігенде шошып кетті. Оған Гаргиль ханшайым Лизелотты пышақпен өлтіремін деп қорқытқанын айтты. Сондықтан ол шошып кетті және қатты ашуланды. Ал оның көмекшісі сөзін жалғастырды. Олар да солай етті. Мен оның барлық жаман қылықтарын тергеу барысында анықтадым. Мұндағы аспаздардың барлығы оның қарамағында болғандықтан, олар да бұл іске араласып қамауға алынды. Магнат оған ханшайымның ертең осында оралатынын айтты. Біз аспазсыз қалай шай ішеміз? Ассистент байқауда жеңіске жеткен мейрамхананың тағамдарын, атап айтқанда қамырдағы тоқаштарды ұсынып, судьяның қорытындысын алғанымызды айтады. Сондықтан менің ойымша, бұл шай ішу үшін жақсы идея болар еді. Және ол, менің ойымша, ханшайым фестивальді кезіп жүргенде, сіз көшедегі дүңгіршекте тамақтанудан бас тартпайсыз. Ертең таңертең сол дүкеннен аспаз алуға барыңыз. Ол Лиздің Куртқа рұқсат алу үшін оған келіп, кетіп қалғанын есіне алды. Ол оған: сен маған бірнеше рет қонаққа келдің. Мен саған баруым керек еді, деді де. Ол: уайымдама, мен саған ертеңде барамын, деп жауап берді. Ал мен өзіммен бірге шебер қолөнершімізді алып келемін. Ол өзіне: ол менің не істеп жатқанымды біле ме деп ойлаймын, деп сұрайды. Мен олардың қолөнершісімен оңаша сөйлесіп, оған өз тілектерімді айтуым керек. Келесі күні Курт Ракутоға нарықты зерттеу туралы есеп береді. Ал Элисия оларға бүгін біз Хайлдгардты құтқаратынымызды айтады және ол Куртқа біздің мақсатымыз ас үйдің артында екенін айтады. Марграф оны сол жерде ұстайды. Сондықтан ол оған назар аудармай тамақтана алады. Ал Ракуто оларға және басқаларға ас үйдің есігінде күрделі құлып бар екенін айтады. Сондықтан біз тергеу жүргізіп, Хейлгардтың ішінде ұсталғаны туралы дәлелдер тауып, оны босатуға көндіруіміз керек. Курт Лунаға дүкенде көмектесу үшін кеткеннен кейін Лиз пайда болады. Ал Ракуто мен оның қасындағы иллюзия жоғалады. Себебі Лиздің иллюзиясын белсендіру үшін қылыш ұстау керек. Сонымен қатар иллюзия ештеңеге қол тигізе алмайды және бәрі жай ғана өтіп кетеді деген мәселені шешу керек. Ол өзін қылышпен жауып, Ракутоның орнына заттарды өзі ұстайды. Ал Эулиция оған: біз магнатқа барған кезде саған сенеміз. Өйткені сен оның алдында қылышпен тұра алмайсың, оған да қол тигізуің керек, дейді. Бізге әсер етпеу үшін оны Ракуто емес, өзіңіз жасаңыз. Олар Маргрейв сарайына қарай жолға шықты. Кенеттен елес Элисияға Курттың Маргрейв сарайына аспаз болып жұмысқа қабылданғаны туралы қағазды лақтырып жіберді және оның сарайдың ас үйіне оңай кіріп кеткеніне таң қалды. Таңертең ерте Курт ертеңгі байқауға және дүкеннің ашылуына торт дайындап жатқанда Лунаның даусын естіп, не болып жатқанын көруге кетті. Ол магнат Маргрейвтің күзетшілері одан тез арада 100 торт жасауды сұрап жатқанын. Сондай-ақ олардың біреуінен аспазшылар оларды сарайға ертіп баруын сұрағанын білді. Луна Куртқа ашылған күні дүкеннен шыға алмайтынын айтады. Сондықтан ол: уайымдама, мен қазір торттарды тез дайындаймын, деп жауап береді. Содан кейін қамалға барыңыз. Ол күзетшілерге жаңа ғана дайындаған үлгілерін күтіп тұрғанда сынап көруді ұсынады. Ал олар дәмін татып көргенде: мен ашылған күні дүкеннен шыға алмаймын, дейді. Олардың бәрі дәмінен шошып тұрғанда есінен танып қалады. Курт олардан: сенде бәрі жақсы ма, деп сұрайды. Ал капитан таң қалады. Ол неге есінен танып қалды? Курт оған: сенің қатты шаршаған шығарсың, сондықтан тұрып ұйықтап қалғаныңды айтады. Капитан: жоқ, мен фестивальді күзеткен кездегі шаршауымның бәрі жоғалып кеткеніне таң қалдым, дейді. Деп жауап береді Курт. Адам шаршаған кезде тәтті нәрсе жегеннен кейін өзін сергек сезіну қалыпты жағдай. Торттарын жеп болған соң Курт күзетшілермен бірге Марграф сарайына барады. Ол өзімен бірге Айкериді алып кетеді. Ол жерге жеткенде оның Хильдегард қамалған қамал екенін білгенде таң қалады. Ішінде ол Маргрейвтің көмекшісін кездестіреді. Ол оған торттар ханшайымға арналғанын айтады. Курт оларды тез пісіргенін айтады. Өйткені күзетшілер мұны сұраған және ол оларды бейресми түрде ұсынғаны үшін жазаланудан қорқады. Көмекші оны жұбатып, аспаз қажет болған жағдайда жиналыс аяқталғанға дейін ас үйде болуын сұрайды. Курт ас үйдің темір есігі құлыптаулы тұрғанын байқайды. Осы уақытта Лиз Маргравамен бірге отырып әңгімелесіп отыр. Ал Эулисия сыртта күзетіп тұр және Курт олар үшін келген нәрсені бұзатын ештеңе жасамайды деп үміттенеді. Сонымен бірге Курт Акримен ойнап, Эулисия мен Лиз туралы ойлайды. Ол есікке қарап, оны ашу керек пе деп ойлайды. Бірақ олар жұмыс істеп жатқан нәрсені бұзбау үшін артқа шегінеді. Акри Курттың ренжігенін сезіп, одан не болғанын сұрайды. Ол: бұл есіктің артында менің достарымның бірі болуы мүмкін, дейді. Бірақ ол құлыптаулы, мен кіре алмаймын, ойланбастан. Акри оған: мен саған кіруге көмектесемін, деді де оған секіріп кетті де. Кенет Курт екеуі біртүрлі дәлізге апарылды. Акри оған есіктен кіргенімізді айтады. Досыңды іздеп көрейік. Курт Акриге қолын тигізсе, онымен бірге телепортация жасай алатынына таң қалады. Соған қарамастан, ол мұнда болмау керектігін сезіп, Акриден оны ас үйге қайтаруын өтінеді. Ол оған мүмкін емес екенін айтады. Ол мұндай жағдайдың бұрын болғанын есіне алады және оның қатарынан 2 рет телепортация жасай алмайтынын түсінеді. Кенет оның алдындағы есіктің сыртындағы дауысты естиді. Бұл әйелдің дауысы. Ол есікті ашпақшы болады. Ал сәтті болған кезде қарт әйелді көріп, оның Хильдегард емес екеніне таң қалады. Басқа жерде Марграф магнаты: мен тікелей нүктеге жетіп сұраймын, дейді. Рикота корольдің орынбасары болғысы келеді. Рикота: мен сізге жауап бермес бұрын мен бірнеше сұрақ қоя аламын ба, деп жауап береді және оның оңаша болуын сұрайды. Лиздің елесі бөлмеден шығып кетеді. Ал Маргрейв қулықпен жымиды. Ал нағыз Лиз жасырынып, не болып жатқанын бақылап отыр. Ол іштей ойлайды: мен күткендей, бұл айлакер түлкі менің білгенімді қаламайтын нәрсені жасырады. Рикота сөйлей бастайды және мен келіссөздерде Лиза Лот ханшайымы сияқты жақсы емес екенімді айтады. Сондықтан мен нүктеге жетемін. Ол өзінің бірінші сұрағын қояды: менен не қалайсың? Магнат: сені мәңгілік жастық қызықтырады, деп жауап береді. Біз Куртқа қайта ораламыз. Ол әлі де көргендерінен шошып кетті. Ал кемпір оларды ішке шақырады. Акири оның қасына келіп: сен ауырып тұрсың ба, деп сұрайды. Әйел бұл сұраққа таң қалып,
Иә, соңғы кездері менің тәбетім онша болмады, деп жауап береді. Акири оған Курттың торттарының бірін беріп, мынаны жесең жақсы боласың дейді. Ол оны алып, дәмін татып көретініне таңғалады. Өйткені ол көптен бері ештеңе көрмеген. Кенет Курт бір түрлі нәрсені байқап қалып, одан неге кемпірге ұқсайсың деп сұрайды. Ол оның мұны түсініп, есікті аша алғанына таңғалып, сен атақты сиқыршысың ба деп сұрайды. Әдеттегідей, ол жоқ, мен жай ғана қолөнершінің шеберханасында үй шаруасымен айналысамын деп жауап береді. Ол қалай болғанда да, сен осы бөлменің астында қамалған жын қызды құтқара аласың деп ойлаймын дейді. Оның есімі Хильдегард. Курт оның осында болғанына таңғалып, мен оны танитынымды айтады. Ол менің ауылыма 10 жыл бұрын келген. Ол оны құтқару үшін одан көмек сұрайды. Курт тасқа айналған нанды суырып алып, мен оны пышақпен кесіп, қазу үшін күрекке айналдырамын дейді. Ол таңғалып, оған күте тұр деп жауап береді. Содан кейін бөлмедегі жасырын түймені басып, төменгі жағындағы дәлізді ашады. Осы кезде Ракота Магнатқа жауап береді. Бұл өнер шеберлері ретіндегі зерттеуіміздің түпкі мақсаты деп айта аламыз, дейді оған Магнат. Мен мұндай нәрсеге қол жеткізу қиын екенін білемін. Бірақ эльфтер мен жындар сияқты адамдарға қарағанда ұзағырақ өмір сүретін басқа нәсілдер бар екені сөзсіз. Бұрын адам өмірін ұзарту үшін эксперименттер жүргізіліп, ғалымдар олардан жасушаларды имплантациялауға тырысты. Бұл нәсілдерді адамдар жасаған деп жауап береді Ракота. Мен білемін, бірақ бұл эксперименттер сәтсіз аяқталды. Және олар тудырған жанама әсерлерге байланысты жасушаларды имплантациялау операцияларына тыйым салынды және заңсыз деп танылды. Магнат дейді. Бірақ сіздің дағдыларыңыз бар біреу жанама әсерлерсіз мәңгілік жастыққа ем жасай алмайды ма деп қосты ол. Мен сіз жасаған дәрі туралы хабарламалар алдым. Мен сіздің шеберханаңызға барып, оның керемет нәтиже бергенін естідім. Лиз өзінің эксперименттерінде Хильдегард жасушаларын пайдалануды жоспарлап отыр деген қорытындыға келді, және ол Магнатты Хильдегард ұсталатын құпия бөлмеге тарту үшін ұры елесін жасауды ойлап отыр. Ракота Магнаттан неге сонша асығып тұрсың деп сұрайды. Жын жасушаларымен жұмыс істеуге тыйым салынған және ұлттық саясатқа қайшы келеді. Және сіз, әрине, мен мұндай нәрсеге оңай келіспейтінімді түсінесіз. Бұл эксперименттерді үлкен шығындарға қарамастан жасағыңыз келетінін айтпағанда, осы бөлмедегі жиһазға қарап отырып, сіз байлыққа немесе мәртебеге құмар адам екеніңізге сену қиын. Содан кейін ол, бұл препаратты кімге қолдануды жоспарлап отырсыз деп сұрайды. Магнат қобалжып, кімге екені маңызды емес, ең бастысы, маған бұл дәрі керек деп жауап береді. Лиз жоспарды жүзеге асыруға кіріседі. Ал оның елес нұсқасы бөлмеге кіріп, қамалда ұрылар бар деп айқайлайды. Эулисия кіріп, Магнатқа хабарлайды. Ұрылар біреуді іздеп жүргендей ас үйге қарай бет алады. Магнат дүрбелеңге түсіп, Лиз мен Рикотаға бөлмеде қалуды, ал Эулисияға осында қалып, оларды қорғауды айтады. Не болса да барма. Нағыз Лиз оның артынан жасырынып келе жатыр, және оның қайтыс болғанына қарамастан, қызы Фамильді шақырғанын естігенде шошып кетті. Магнат төмендегі қабаттағы бөлмеге түсіп, есіктің ашық тұрғанын көреді. Лиз бір тал шашты тауып алып, Курттың иісін анықтау үшін өзінің сиқырлы иіс сезімін пайдаланады. Бірақ ол абдырап қалды. Өйткені ол тапқан шашы Курттың шашынан ұзынырақ. Сондықтан ол алдымен Эулисияға оралуды шешеді. Осы кезде кемпір Фоммель Хильдегардтың камерасының есігін ашады. Курт ішке кіріп, оның шынжырмен байланғанын және оның артында сиқырлы шеңбер бар екенін көреді. Фоммель барлық бұғауларын шешіп, оны жерге түсіреді. Хильдегард Курттың оны құтқару үшін келгеніне таңғалды. Курт сені соңғы рет 10 жыл бұрын көргеннен бері мүлде өзгермегеніңді айтады. Хильдегард оның сөзіне ренжіп, кенет оның бәріне сен кінәлісің деп ұрып жіберді. Мен 10 жыл бұрын сіз маған дайындаған дәрі-дәрмекті қабылдағаннан бері Курт шошып кетті және одан кешірім сұрады. Мүмкін мен дәрі-дәрмектегі ингредиенттердің арақатынасын дұрыс түсінбеген шығармын. Ол одан бетер ашуланып, сен мұны жай ғана істеп қойған жоқсың. Сен де ауылдан кетіп қалдың, деді. Акри оған ренжіп, әкемді ұрма, деді. Хильдегард одан бетер ашуланып, сен кетіп қалдың, үйлендің, балалы болдың. Мен осылай тұрып қалдым, деді. Ол, сен дұрыс түсінбедің деп жауап береді. Ол мені жай ғана әке деп атайды, бірақ ол суда жүзетін құстың жұмыртқасынан туған. Хильдегард тынышталып, бұл маңызды емес екенін айтады. Менің қарным ашты. Сенде жейтін бірдеңе бар ма? дейді ол. Менде тек осы тасқа айналған нан бар. Хильдегард оны жеуге тырысады, бірақ жей алмайды. Фоммель олардың сөзін бөліп, Хильдегардтан, демек, сенің мәңгілік жастық шағың Курт дайындаған дәрінің кесірінен болды ма деп сұрайды. Ол, иә деп жауап береді. Содан кейін Курттан, бұл дәріні қайтадан жасай аласың ба деп сұрайды. Ол оған содан бері мен бірде-бір кемпір қосақ гүлін көрмегенімді және бұл негізгі ингредиент екенін айтады. Хильдегард Фоммельден оған көмектесе алмағаны үшін кешірім сұрайды. Курт Фоммельдің есімін естігенде таңғалып, сен Марграф Магнатның қызысың ба деп сұрайды. Сенің аурудан қайтыс болғаныңды естідім деп жауап береді. Ол, бұл менің әкемнің бәріне айтқаны. Бірақ сен менің жасымды көргендіктен мен бұл туралы бұдан былай айтудың қажеті жоқ. Курт қобалжып, мен ештеңе түсінбеймін деп ойлайды. Содан кейін не болып жатқанын талдай бастайды. Ол Маргрейвтің оның күннен күнге қартайып бара жатқанын көргенде қаншалықты қайғырғаны туралы ойлайды және Сакураны есіне алады. Ол оған кейбір адамдардың басына оғаш ойлар келетінін және ол не болып жатқанын түсіне бастағанын айтты. Болып жатыр. Магнат үйге кіріп кеткен ұры Курт деп ойлап, алаңдап кіріп келеді. Курт оған менің ұры емес екенімді айтады. Қалай болғанда да сенің істеген ісің дұрыс емес. Магнат таңғалады. Курт сөзін жалғастырады. Мен әркімнің қалауы әртүрлі екенін білемін, бірақ бұл сенің істеген ісіңнен құтыласың дегенді білдірмейді деп жауап береді. Магнат ашуланып, сен ештеңе түсінбейсің. Ал Курт дәл солай ашуланып жауап береді. Жоқ, мен түсінемін. Өйткені мен әкемін. Мен Акариді жақсы көремін. Бұл менің қызым. Мен ол үшін бәрін жасаймын. Бірақ балалардың бәрі есейіп барады. Ал сен Фоммельдің қартайғанын көріп ренжідің. Сондықтан сен Хильдегардты жақсы көруді шештің. Өйткені ол сені сүймейді, қартаймайды. Сен не істеп жүрсің? Ол дұрыс емес. Сен қызыңның қартайып бара жатқанын қабылдай алмадың. Сондықтан сен оның қайтыс болғанын жарияладың.
Ол оның қайғысы мен қайғы қасіретінде Фомель бүлік шығарып, кемпірге ұқсайтын есірткі ішкен. Магнат таң қалды, өйткені ол мұны істемеген. Фомель оған ештеңе ішпегенін айтады. Бірақ, деп жалғастырады Курт. Сондықтан сен Хильдегардты түрмеге қамадың. Ол мүлде қартаймайды. Тек ол сенің қызың болуы үшін. Хильдегард оған, жоқ, ол мұны істемеді, дейді. Ол жағдайды одан әрі қиындатпау үшін, оның үнін өшіру үшін Куртты шал етеді. Содан кейін ол Фомельден, сенімдісің бе, деп сұрайды. Фомель, иә, өтінемін. Мұны істе, Хильдегард, деп жауап береді. Өтінемін, әкемді өлтір. Тайкон шошып, өліп қалмас үшін тез қашып кетеді. Ал бөлмеден шыққанда ол Юлиша мен Лизді тауып алады. Лиз оған, мен сенің не істемек болғаныңды білемін, дейді. Қызың қартаю синдромымен ауырады. Ол шошып, одан, сен қайдан білдің, деп сұрайды. Деп жалғастырады ол. Бұл синдромның дәлелденген емі жоқ. Егер сіз қарғысты жеңе алсаңыз да, ең қорқыныштысы, оның қартайған денесі әлі де қалыпты жағдайға оралмайды. Сондықтан сіз оның қартаюын тоқтатуға тырыстыңыз. Және сіз мәңгілік жастықтың лекарства жасау үшін жын жасушаларын пайдаланғыңыз келді. Ол ашуланып жауап береді. Иә, мен қызымды бұрынғы күйіне қайтару үшін 1 жыл бойы күрестім. Бірақ мен оның мәңгілік жастығын қайтарудың немесе ең болмағанда қарғысын жоюдың жолын таба алмадым. Мен айтқанымның бәрін орындадым, бірақ бұл жеткілікті. Мен жын шақырып, қызымды құтқару үшін жанымды сатамын. Кенет Тайкан жын шақыру сиқырын жасайды. Бірақ ол ештеңе болмағанына таң қалады. Ол пайда болады, деп жауап береді Лиз. Енді жердің энергетикалық желісін пайдалана алмайсың. Өйткені ыстық бұлақтың қазылуына байланысты жердің энергетикалық желілерінің ағыны өзгерді. Ол қол қойған рұқсаттың осы ыстық бұлақты қазуға қатысты екеніне таң қалды және ол Лиз оны рұқсатқа қол қоюға мәжбүрлеген деген қорытындыға келді. Өйткені бұл оның жердің энергетикалық желісін пайдалануына кедергі келтіреді. Бірақ бұл тұжырым дұрыс емес және Лиз мұны білдірмеді. Осылай, Хильдегард оның артынан шығып, қылышын Тайфонға бағыттайды. Юлисия шошып, одан, не істеп жатырсың, деп сұрайды. Ол оған, егер біз оны қазір өлтірмесек, бір күні ол нағыз жын шақыратынын және оның кесірінен көптеген жазықсыз адамдардың өлетінін айтады. Және ол Тайфоннан, қызыңды осылай құтқару оны шынымен бақытты етеді деп ойладың ба, деп сұрайды. Содан кейін ол оған, сондықтан ол мені сені өлтіруімді өтінді, дейді. Тайкон қатты қайғырып, бірақ мен Фомельдің өмір сүргенін қалаймын. Тіпті бұл менің өмірімді қиса да, тіпті басқа адамдардың өмірін құрбан етуім керек болса да, дейді. Хильдегард қылышын оның үстіне қойып, оны аяқтамас бұрын, ол Фомельдің оны тоқтатқан дауысын естиді. Және олар оған қараған кезде, оның жастық шағына оралып, жүгіріп келе жатқанына бәрі таң қалады. Әкесіне, оны құшақтап, оны ыстық бұлақ тортымен емдеген Курт екенін айтады. Екінші жағынан, Курт әлі де қозғала алмайды, бірақ қазір сөйлей алады. Сондықтан ол Айкериге, менің сөмкемде бір бөтелке дәрі бар, дейді. Бір таблетканы аузыма сал. Айкери оған дәрі бергенде, ол қайтадан тұрып қозғала алады. Сонымен бірге Тайкон Лизге еңкейіп, мен сенен қалай кешірім сұрайтынымды білмеймін, дейді. Сондықтан ол жын шақыруға тырысып жауап береді. Жындарды түрмеге жабуға тыйым салынады. Бұл екеуі де ауыр қылмыс. Сіздің асыл атаққа ие болуыңыз сізді бұл қылмыстардан қорғай алмайды. Ал мен корольдік отбасының мүшесі ретінде болған оқиғаға көзімді жұма алмаймын. Фомель араша түсіп, Лизге мұның бәрін мен үшін жасағанын айтады. Сондықтан оны емес, мені жазалаңыз. Ол былай деп жауап береді. Мен корольдік отбасының мүшесі ретінде болған оқиғаға көзімді жұма алмайтынымды айттым. Бірақ мен мұнда Лиз суретші ретінде оқитын қарапайым әйел сияқтымын, деп жауап береді. Семинар. Сондықтан мен семинарға пайда әкелетін әрекеттерді жасаймын. Ол Тайконға бүгіннен бастап шеберханаға қызмет көрсетуді бұйырады. Сондықтан Тайкон келіседі. Ал Фомель қуанады. Содан кейін Джулиша оларға Курттың жердегі сиқырлы шеңберді өшіруі ғана қалғанын айтады. Кенет олар біреудің, мен жазған сценарийлерде ешқашан бақытты аяқталу болмайды. Сондықтан Хильдегард оған, сен жоспарлаушысың, деген дауысын естиді. Бұл сіздің жеке келбетіңізге әкелген қиялдар. Және ол, біреу менің сценариімді қайта жазды. Сондықтан мен кейбір түзетулер енгізуге келдім, деп жауап береді. Ол оған жауап береді. Бірақ маған ешқандай сценарий қажет емес. Тайкон оларға Хильдегардты қасымда қалдырып, жын шақыруды үйреткен жын екенін айтады. Ал жын, мен сенімен біріккен жындар сенің тұтқында екеніңді білген бойда қамалға шабуыл жасайды деп ойладым, деп жауап береді. Бірақ бір қызығы, олардың ешқайсысы ештеңе істемеді. Сондықтан ол күлімсіреп жауап береді. Мен оларға адамдармен кез келген жанжалдан сақтандырдым, деп жалғастырды ол. Сондықтан мен бұл ақымақты жын шақыруға мәжбүрлеуді шештім. Егер сіз бұл туралы ойласаңыз, тіпті үшінші ханшайымды өлтіруге итермелеу әрекеті де қайта жазылды. Мен жазуға көп уақыт жұмсаған сценарийде алғаш рет өзгертулер енгізілді. Шынымен, мұны қалай істей алдың? Менің бұл қызға айтқан қарғысымды алып тастай алғаныңа таң қалдым. Тайкон мұны білгенде қатты ашуланады. Ол мұны қызына жасаған және ол оған шабуыл жасаған, бірақ оны қорғайтын тосқауыл тапқан адам. Ал Юлиша қылышпен тез шабуылдап, тосқауылды бұзғалы жатыр. Оның керемет қылышы бар екеніне таң қалып, үлкен қылышы бар адаммен бетпе-бет келу қауіпті екенін айтады. Ол бөтелкені суырып алады. Ал Хильдегард айқайлап, оны тез тоқтатуды бұйырады. Бірақ тым кеш болып, оны тастап кетеді. Ішіндегісі жерге құлап түседі. Сиқырлы шеңбер іске қосылып, олар бұрын жеңген жын пайда болады. Және ол оларға, бақытымызға орай, біздің денеміз уақытша ыдыс ретінде қызмет етеді, дейді. Ал сен мені жеңген кезде, мен барлық сиқырлы қорларымды жұмсадым. Сондықтан мен бұл дүниеде бұдан былай қала алмадым. Лиз қаруын суырып алады. Бірақ ол оның қолына сиқырды атып, оның қолынан қаруды жұлып алады. Хильдегард оны өзінің сиқырымен атып тастайды. Юлиша мен Лиз бір уақытта шабуылдайды, бірақ ол олардың шабуылына тез қарсы тұрады. Олар Хильдегардтың сиқырының оған әсер етпегеніне таң қалып, оның айналасында тосқауыл бар екенін түсінеді. Ол оларға зиян тигізетін жалғыз нәрсе Юлишаның ұлы қылыш екенін айтады. Лиз бір нәрсені түсініп, Юлишаға бұл жынның рухы таусылғанын айтады. Сондықтан ол өзінің күшін арттыру үшін біздің санамызға араласуға сенеді. Юлиша егер олар оның рухына кедергі келтірсе, ол бұл дүниеде ұзақ тұра алмайтынын және олар жоқ екенін түсінеді. Онымен күресу керек. Олар оны қуып жіберу керек. Жын күліп, олардың денелеріне қадалған жебелерін қозғалтып,
бұл ақпаратты білудің мәні неде екенін айтады. Лиз оның күші өспеу үшін олар одан зардап шегетінін көрсетпеу керек деп санайды. Кенеттен Курт пайда болып, оның алдынан жын тауып алады. Бірақ ол қорықпайды және бұл туралы оларға айтады. Мен мұндай жынды көргеніме біраз уақыт болды. Мен сенің алдыңда жын пайда болса, оның айналасында адамдар көп екенін және оларды жеңу қиын болатынын естідім. Бұл жынның ашуланғанын білдіреді. Мен қызықпын, өйткені Курт одан қорықпайды. Ал Лиз Курттың оны арандатып жатқанын байқайды. Жын оған: "Мен туралы қалайша жеңіл сөйлей аласың?" дейді және оған отты шарды атып жібереді. Бірақ Акери оны қайта бағыттап, оны жынға ұруға мәжбүр етеді. Юлиша мен Лиздің ішіндегі жебелер жоғалып кетеді. Ал жын Куртқа тағы бір отты шарды жібереді. Бірақ Юлиша оның алдында тұрып, оны жұтып қояды. Қылышымен және жалынды феникс ретінде қайтарады. Ол оны қатты күйдіреді. Кенет жын қолын созып, оны Хильдегардтың жүрегіне қадайды. Бірақ ол жымиып, жынның қолы күлге айналады. Жын шошып кетті және қатты ашуланды. Өйткені оның қолы қаншалықты қатты болса да, кез келген нәрсені тесіп өтуі мүмкін деп есептеледі. Кенет Хильдегард Курт берген ескірген нанның бір бөлігін алып шығады. Жын шошып кетеді де Курттан: "Сен шынымен кімсің?" деп сұрайды. Курт өзінің әдеттегі сөйлемімен: "Мен жай ғана үй шаруасымен айналысатын адаммын" деп жауап береді. Жын шошып жауап береді: "Сен сияқты қарапайым адам мұндай ескірген нанды бекер пісіре алмас еді." Ал жынның есінде ол бұрында осындай әлсіздік сезімін бастан кешірген. Сондықтан ол Курттан: "Сен Хаст ауылынансың ба?" деп сұрайды. Ал Курт: "Иә" деп жауап береді. Сондықтан жын айқайлап жоғалып кетеді. Осыдан кейін Курт оларға жын патшалары әрқашан оның ауылында пайда болғанын, сондықтан олардан құтылу үшін әртүрлі әрекеттер жасағанын айтады. Және олар есін жиғанға дейін жын патшаларының бәрі қалай өлгенін білмеді. Кенеттен шақыру шеңберінде тағы бір қақпа ашылды. Сондықтан Хильдегард оларға жынның сиқырлы күшсіз немесе жансыз жын шақыруға мүмкіндік беретін дәріні қолданғанын айтады. Ал енді дәрінің әсері жойылғаннан кейін сиқырлы шеңбер жынды шақыруға әрекеттене бастады. Сиқырлы күш пен жанды жинау үшін бұл қажет, және менің ойымша, бұл үшін 100 адамның немесе олардың жанының сиқыры қажет. Қақпадан біртүрлі шатырлар шығып, оларды ішке кіргізуге тырысады. Ал күтпеген жерден Маргрейвтің көмекшісі Тайкон ыстық көктемгі торттармен келеді. Шатырлар оған шабуыл жасайды. Торттарды алып, кері қайтады. Ал қақпалар жабылады. Осыдан кейін Такеннің көмекшісі оның бөлмесінде банданамен сөйлесіп жатыр. Ол оған: "Ал сен шелпек бастапқыда тамақ емес екенін білесің бе? Олар бастапқыда жындарға құрбандыққа шалынған, адам жанын алмастыру үшін дайындалған, және ақырында олар тағамның бір түріне айналды, және бүгінгі күні біз қарапайым деп білетін торттарға айналды. Ал егер сіз бұл торттарды жындарға ұсынсаңыз, олардың қалағанынша тілектерін орындай аласыз." Ол одан таңдана: "Курт қанша жын шақырып, оларға бұйрық бере алатынын айтқыңыз келе ме?" деп сұрайды. Ол "Иә" деп жауап беріп, одан кейін не болғанын сұрайды. Ол оған Маргрейвтің қызы Фомельдің тірі екенін және бәрі бақытты екенін жариялағанын айтады. Ал Мимика Хильдегардтан жауап алғаннан кейін Сольфлер туған жеріне оралды. Екінші жағынан Курт қамалға қайта оралады. Ал сені оған: "Енді сен рыцарсың, солай емес пе?" Сондықтан ол Сакураға: "Мен қатты қобалжыдым. Өйткені жындармен соғысып, Маргравамен келіссөздер жүргізгендер Юлиша мен Лиз болды. Мен ештеңе істемедім." Және ол Марграф Тайконның оған: "Сен жасаған ыстық бұлақ менің халқыма үлкен жеңілдік әкелді" дегенін есіне алады. Сондықтан сенің еңбегіңнің құрметіне мен саған рыцар атағын беремін. Лиз Юлишаға: "Менің жоспарым туралы не ойлайсың? Енді сен барон болдың, Ракота патшаның орынбасары болдың. Ал Курт қазір дворяндардың бірі, ал бүкіл шеберхана Марграваның қорғауында." Белгіше және ол оған Куртты осы жердің келесі маргравасы ету үшін қандай да бір шаралар қабылдағанын сыбырлайды. Содан кейін олар жеңісті тойлайды. Ал Ракота Куртқа: "Сен менің шеберханамда менің орынбасарым боласың. Өйткені мен патша астанасына оралуым керек" дейді. Сондықтан Курт шошып кетті және жағдайды қабылдауға мәжбүр болды.